Бүгінгі кешіміздің қонағы 2006 жылғы түлегіміз Бақтияр Шатаев ағамыз. Қош келдіңіз аға. Рахмет, қош болдық. Қалай өтіп жатыр күндеріңіз? Жақсы, шүкір. Күн ыстық. Иә. Алғашқы лицейге түскен жылдар қалай өтті сіздерде? Алғашқы жақсы, күшті өтті ғой біздің кезімізде. Свет жоқ, ыстықсыз жоқ. Сол жылдарда жоқ болды ма? Иә, арасында береді, арасында болмайды, әйтеуір. Бірақ алғашқы түлектерден жақсы ғой. Иә. Асханамыз бар. Біздің неде, лицейде, бүкіл лицейде бір душевой ғой енді, душевой не? Там бірнеше кабинкасы бар, үлкен бойлер бар. Суға түссең, үлгірсең үлгірдің, ыстық суға. Үлгірмесең болтарға мұздай суда, ол жылып болам дегенше. Сондай қызықтар болған. Сондай алғаш жылдарымыз біздің қызық өтті. Лицейге түсуіңіз туралы айтып берсеңіз. Лицейге түсуім. Жалпы лицейде бірінші ағам түскен. 2005 жылы. Данияр. 2000 жылға Данияр ағам түскен. Сөйтіп, ол маған келесі жылы экзамендер басталардан дейін кітапшалары келді, тесттер дайындал, сен де түсіну керексің деп айтып келді. Сосын жарайды дедім. Сөйтіп, бірінші экзамен тапсырдық, одан өттік. Екінші тур, ол 5 күндік, сіздерде болды ма? Бізде болды. 5 күндікке бардық. Сөйтіп, 5 күндікте тәрбиеміз тексерді, ағылшынымыз тексерді, тағы да бір нәрселер тексерді, жалпы өттік қой шүкір онда. Бірақ әкем оқымайсың деді, сразу айтты. Ақша жоқ оны төлейтін, ол кезде қиын жағдай ғой, 2000 жылдар кризис, ақша жоқ дейді. Әкеңіз кім еді? Кім болып жұмысқа тұратын? Әкем папам ғой. Инженер ғой енді. Сөйтіп, ол оқымайсың деді, жалпы ақша жетпейді. 5 күндігінді бітір. 5 күндікке өзіне ақша төлейсің ғой шамал. 5 күндіктің ақшасын бер, тамағына. Болды, түссең, түспесең, түспедің, бәрібір сен оқымайсың болды. Жарайды дедім. Әйтеуір балдармен қызық ойнап 5 күндік бітірдік. Сосын соңында бәрін жинайды фойеге, бүкіл нелер шығарып жатыр ғой, нәтижелерін айтып жатыр. Сосын біреулер қуанып жатыр, түстік деп, біреулер жылап жатыр, түспедім деп. Маған бәрібір. Сөйтіп шықты атым бір кезде. Түсті деп. Окей, түссем түскен шығарым. Заттарын жинап үйге қайттым. Сөйтіп жаз өтті 2001 жылы. Сөйтіп қыркүйек келеді. Мен 198 мектепте оқимын, орыс мектебінде. Сөйтіп бірінші қыркүйекте сабаққа бардым. Қайтып келдім, нормально. Сосын екінші қыркүйек сабаққа бардым. Түстен кейін келсем, папа айтады, лицейде оқисың ба деді. Не болып қалды десем, Мұстафа Шакен деген сол директор, үлкен жақсы кісі. Сол шақырып жатыр деді. Сосын бардық. Сөйтіп әкеме әңгіме айтып жатыр екен. Сіздің үлкен ұлыңыз бізде оқиды екен, кіші ұлыңыздың результаттары жаман емес екен, баланы ақшаның кесірінен оқудан не істемейік, айырмайық деген сияқты, келіңіз, балаңызға көмектесейік, льгота жасайық деген сияқты ұсыныс тастаған әкеме. Сөйтіп, лицейге түсіп кеттік шүкір. Біраз кісілердің септігі тиді. Жалпы солай. Тамаша. Лицейде болған, сыныптастармен болған бір қызықты оқиға не білсеңіз? Қызықты оқиға, бағана душ деп айтып кеттім ғой. Душпен қатысты бір оқиға бар. Біз бір сыныптасымыз душқа түсіп жатады, кешке жақын түнде. Бір өзі ғой. Сөйтіп ол жерде ілгіш деген нәрсе жоқ. Есіктен былай үстіне лақтырасың, киімдерін сияққа салып іліп қоясың. Біздің балалар тұрғанда суға түсіп отқан кезде бүкіл киім жинағына қашып кеткен ғой. Ол бірінші этажда лицейде, ескі лицейде. Жатақханамыз 3-ші этажда, бәрі қашып кеткен. Бірінші этажда ешкім жоқ. Ол шығады. Іш киімін алып кеткен. Дама жоқ. Айқайлап ана жерде. Балдар күліп сол жерде қызық болған. Жақсы ғой, лицейде неше түрлі жаңалықтар болады, неше түрлі қызықты оқиғалар болады деген сияқты. Сағады бір оқиға есіме түсті. 10-шы класс па, 11-шы класс қателеспесем, Вахап бей деген бар тұғын бізде, Вахап Одар деген жатақхана меңгерушісі. Сол біздегі параллельный класстың, Б классының несі тұғын, класс жетекшісі. Сөйтіп бір күні қалаға шығып кетеді. Кафеге бара ма, бір кезуге бара ма, сөйтіп ояқтан пицца алады ғой. Пиццаны қалдығы ма, листик алып келатыр ма, бір пиццаны пакетмен алып келатыр. Сөйтіп біз неяқта неде, турник жақтары тұрмыз. Турникке тартылып, брусья істеп, 3-4 бала сабақ біткеннен кез ғой, демалыс уақыты.
сөйтіп ана кісі неден кіреді, ескі лицейде вороттан кіреді, кіріп келатқан кезде анау неден мектеп есік жағынан балдар көреді, соның классы Б классы жүгіреді ғой мынаған қарай. Енді лицейде біз өмір ашпыз ғой, тамақ 3 мезгіл 4 тамақ ішсең де бір ашсың ғой. Анау бір 10-15 метр кіріп үлгереді территорияға, сөйтіп анау класс жүгіріп келе жатыр 10-15 адам. Сөйтіп қолын созып үлгереді, пакетін көтеріп бір кезде пакет ішіп бара жатыр ғой, жырты. Ай, блин. Біз мына жер күлгенбіз отырып алып, тырық деп. Сондай жалпы оқиғалар. Тамаша еді ол. Сол, иә, ол кезде қызық қой, лицей деген. Сол кездегі мұғалімдерден әсер қалған әсерлі оқиғалармен бөліссеңіз. Иә, көп қой. Мұғалімдер, лицейдің тәрбиешілері, мұғалімдері өте керемет кісілер. Жалпы әрқайсысын алып қарасаң да. Сол, ал енді әсер еткен, есте қалатын енді алғашқы нелер ғой, әсерлер ғой, ең бастағы первое впечатление. Ол біздің класс жетекшім болған Рашид Р деген кісі, Рашид Бей. Сол түрік тілінің мұғалімі. Сөйтіп 2 апта өтті, лицей келдік, 7-ші сынып. Түркше үйретіп жатыр. Сөйтіп бірінші экзамен тест қой. Бірінші экзамен тапсырдық. Бірінші адам 100 алды, соның ішінде мен барым. Сөйтіп 100 алғандар ол тұрады да неге апарады? Ақниетке апарады, турецкий кезде аты Дархан. Сояққа апарады бізді. Сол жерге апаратта гамбургер жегізеді бізге. Кәдімгідей булочка, ішіне котлета, кетчуп бар, өмірінде көрмеген ананы. Енді кішкентай балаға 13-14 жасар баламыз ғой, енді ол деген бізге шокта ананы жепші. Күшті нәрсе ғой, мысалы бізге гамбургер деген не, бая площадьта жейтін тандырнан ішіндегі сосискасымен сәбіз салады, я кызылординский гамбургер. А мына жерде саған кәдімгідей гамбургер келіп тұр да, сол қатты әсер етті маған. Одан кейін сен жеп ананы тағы жегің келеді, класс ана сен жегенін көріп, оларда мотивация алып ынталанады да, сөйтіп біраз қызықтар болған. Ол қатты әсер етті да, ол өзгеше подход оқуға. Өйткені басқа мектептерде, орта мектептерде біз білеміз ғой, оқудың қалай екенін шамалы. Жазалау тәсілі ояқта көбінесе. Поощрение деген онда көп бола бермейді. Сосын тағы бір мұғалім Қазбек Елубаев деген кісі, алғашқы түлектерден. Қазбек Бей біздің ағылшын тілінен берді бізге сабақ. Енді өте қатал кісі, енді біздің лицей тарихында мен үшін ең қатал кісінің бірі шығар. Бірақ соның арқасында біраз біліп шықты ғой ағылшын тілін. Меңгеріп, ережелерін жаттап. Ол кісі енді бір күні кітап өтіп жатыр, сол бір күні тақырыбы мода болады. Киім, мода, сондай. Сөйтіп текст оқытып жатқан кезде ма, сондай бір кезде біреуден аузынан fashion деп сөз шығып қалады. Аудармасы моданың. Сөйтіп тұрады да, ол түсінбедім дейді, қайталашы дейді. Сосын fashion дейді. Сосын отыр дейді. Сөйтіп бірінші партадан бастап бәрін тұрғызады. Айт дейді. Fashion. Мен қарайым. Вроде дұрыс айтып жатыр, fashion ғой деп қоясың да. Мен тұрғыз. Fashion деп қоясың. Сенсің өзіне. Отыр деді. Сөйтіп айтып келе жатқан тек бір жігіт болды, парасаттан келген жігіт, Айдос деген классасын. Сол fashion деді. Оған деген жоқ. Қалғаны бәрі fashion деп шықты, короче. Сол кезде жаттап алғаным ғой, сөйтіп fashion. Класстың бәріне. Бұл сөздігім fashion болады. Сөйтіп бір күн бір экзаменде ма, бір тестте бір сөйлемнің бәрінде қате кетті, қателеспесем. Сөйтіп сол кісі ертеңге дейін осы сөйлемді бәрі жазып келу керек деді, короче. 2 дәптер ма, білмеймін енді, ужас. Свет өшіп қалды, сол қырсық. Сөйтіп анау шам жақып қойып, свечаны жақып қойып оқыдық. Оқығанда жаздық, қол талып қалған. Ананы азанға дейін үлгеру керек. Азында тапсырмасаң, ол таяқ жейтінін білесің. Сөйтіп. Бірақ соның арқасында біраз адам болдық қой енді. Уже қызық қой. Лицейде этюд болды ғой, этюдте отырамыз. Бәрі отырады, этюд тыныш қой 2 сағат. Бір кез сөйт ішіп қалады. Мал қора басталады. Зоопарк. Деп бүкіл лицей шыңғырып, айқайлап, жүгіріп, анау тәрбиешілер свеча әкелем дегенше, шам әкелем дегенше бычытып кетеді лицейші. Мал қора, ат қора болады шы. Айқайлап, шыңғырып, жүгіріп. Білмеймін, қызық еді шынымен де. Сол. Тамаша.
лицейдің кезінде футбол ойнайтын оқушылардың қатарынан емес едіңіз? Иә, жоқ. Ойнамайтын тұғым, иә. Қазір жақсы ойнайсыз? Жақсы, шүкір. Орташа. Сондай бір жаңа нәрселерді үйрену немесе әйтеуір бір өзіңіздің бір сала емес деп көбісі мысалы тастап кетеді ғой бір жаңа үйренгенде. Бір бөлісіп жіберсеңіз. Оңай емес қой. Жаңа нәрсені бастау, бір нәрсе кіру, кез келген адам оңай емес. Өйткені біз басымызда не бар ғой, устоявшийся принцип, өзіміз көзқарасымыз бар, бір нәрсеге дейін қатып қалған. Біз шешен қабылдамаймыз деген сияқты. Біз ана әке-шешелеріміз айтамыз ғой, ол советтің адамы. Оның принциптері қатып қалған. Өйткені әрбір адамның принциптерін сындыру қиын. Өз-өзімді жеңуден өте қиын нәрсе да. Бірақ баяғыда айтады ғой, жұмысқа келдің бе, азынан бастап сразу нет, скушай жабу дей ма, съешь жабу дей ма, сондай. Ол ең қиын жұмыстарыңыз тездек баста дейді. Азаннан бастап істеп тастайды. Сол сияқты бұл жұмыс андай түркте айтады, дамылая көл olur дейді ғой. Тамшылап көл болады деген сияқты. Бір бастап кету керек. Шетін бастап кету керек. Ол нәрсе ешқашан былай өзгеріп кетпейді. Шетін бастайсың, потом practice makes perfect деген бар ғой. Практика ете бересің, практика қайталай бересің. Соның арқасында жетесің. Сосын екінші сөз бар ғой, мен осы екі сөзді көп қолдануға не істеймін да. Fake it until you make it. Fake it until you make it. Не дейді? Өзің соны эксперт болғанша, эксперт секілді өз-өзіңді ұста дейді. Сол сияқты іс-қимыл жаса. Бірақ артында не болу керек? Артында еңбек болу керек. Ізденіс болу керек та. Мысалы бір нәрсенің артынан сен мен экспертпін деп жүре берсең, соңында сен обманщик болып шыға келесің ше. Сол сияқты енді футбол үйрену ол не ғой енді? Біріншіден жігіттерден қалмау. Ойнау керек қой енді лицейде, ворота тұрасың. В лучшем случае защита болып қояды. Болды. Соған мәссің ғой. Футбол ойнап келдің деп тұрасың. Сөйтіп әйтеуір университет келген кезде әйтеуір балдар жетпейді, аняқа барайық, ойнайық, үйтейік, әйтеуір толтыру керек қой енді адам саны екі команда сөйтіп жігіттерден қалмайын деп ойнай бердік. Сондай видеолар көресің неше түрлі. Мысалы, есімде алысқа доп теп алмаймын Англияда жүрген кезде. Вроде пас бере аламын. Футболдан жақсы қараймын, жақсы көремін, жігіттерді көре аламын, кетіп бара жатқан пас беремін. Ояқта еще вороталар төмен болады. 5-a-side дейді. 5-5 ойнайтындардың биіктігі мынандай болады воротаның. Сосын тепкен айдалға ұшады. По воробьям жоғарыға кете береді. Теп алмаймын алыстан. Түсінбеймін, воротаға теп алмай. Сосын мен кілең видео көре бастайын ютубтан. Зерттеу. Қалай тебеді, наклбол, анаубол, неше түрлі ше. Көре бересің, қайталайсың. Шүкір қазір әйтеуір теп аласың да әйтеуір осыда ше. Айдалға теппейсің да. Сол сияқты бір нәрседе жетістікке жету үшін аяғыңды аспанға қаратып қойсаң, ешқашан жетістік болмайды да, жете алмайсың, өзгерте алмайсың. Бастау керек бір нәрседен жаймен деп. Оқиғалар көп. Біреуі халықтың алдында сөйлеу. Қазір алдала айтып кетеміз, негізі. Енді айта берейін да, заман өзгеріп жатыр ғой, негізі заман өзгеріп жатыр. Кезінде заман талабы сенің техникалық навыки, техникалық қабілеттерің ең бастапқы приоритет тұрады. Сен мысалы механиксің ба, механиканы жетік білім керексің. Соответственно, оның сабақтары бар, термехі бар, анаусы бар деген сияқты. Басқа да сала кете береді осындай. Адамға қарамайды, ол қандай адам? Экстраверт, интроверт, сөйлей алмай ма, бәрібір. Советтің кезінде бәріне квартира бар. Бәрі машина алады. Бәрі ойластырып қойған адамға бұл алдыған жарып шығу, мен бір жерде аняға жетем деген жоқ. Ол белгілі адамдар жете алады ол жерге, халық орташа біледі. Мемлекет маған ақша тауып бере алады, мемлекет маған. Сол үшін оған басқа нәрсе қажет емес. Қазіргі заман, нарық заманда, капиталистік заманда конкуренция өте жоғары, ешкімді аямайды. Сен қазір демалсаң, ертең қалып қоясың. Просто қалып қоясың, жағада қаласың, болды, шетте қаласың деген ғой, қаласың да. Сол себепті заман талабы өзгеріп жатыр. Адам карантин кезіне Саясат Нұрбек деген ағамыз бар. Семей лицейінің түлегі. Сол кісі біраз неге шықты, сұхбаттарға берді, Инстаграмда, Ютубта біраз сұхбаттар берген. Өте пайдалы. 3 сағат болсын, әйтеуір жазып үлгеріп алатасың. Оның айтқан сөздер әйтеуір ақпарат. Өйткені біраз нәрсе оқыған, зерттеген, көрген кісі де енді. Сол кісінің айтуы бойынша, мысалы бір жұмыртқа ретінде қарайсың, сенің қабілеттерің, навыки дейміз ғой, сен қабілет дей ма, қабілеттерің, навыки. Соның ядросы іші, ең көп процент, 90%, 95% ішіне ядросы, ол сенің техникалық навыктарың болған кезінде дейді. Ол сен
былай гайканы бұрай білуің, бір нәрсе есептеу білуің, бір нәрсе айдау білуің, соның навыктарың. Ол количественно есептелінеді. Мен мынанша істей аламын, мынанша ете аламын, ол сенің техникалық навыктарың. А оның сыртындағы бана 5-10% қалған. Ол сенің soft skills дейді. Ол жұмсақ немесе гибкие навыки дейді. Мягкие, либо гибкие навыки. Ол адаммен сөйлесе білуің, халықтың алдында сөйлеуің, адаммен сұхбаттаса білуің болды. Осыған тұғын дейді. Ал қазіргі заман талабы дейді, баған жұмыртқа алатын болсаң, ядросы 60%-қа дейін ол сенің soft skills. Ол жұмсақ сенің қабілеттерің өте маңызды. Ал қабырғасы, анау қалай сырты қабыршағы. Ол сенің техникалық hard skillsың. Ол енді неге өйтіп айтып жатыр, қазір заман өзгеріп жатыр ғой. Ана бәріміз білеміз, ана мен бана сурет жүр ғой. Мысалы вертолетпен адам суретке түсіп тұр, репортаж түсіріп жатыр. Сол айтады, айналдырған 15 жылдың ішінде қазір дрон шықты, дронда камера бар. Сондағы дейді, ана вертолеттің адамның жұмысы жоқ уже. Сосын ана камераменнің камерасы таптың, операторның жұмысы жоқ. Екі адам жұмыссыз қалды дейді. Айналдырған 15 жылдың ішінде. Сонырсыз ба? Заман тез өзгеріп жатыр. Мысалы қазір мен университетте мына бір нәрсені оқып шықсам, сен 63 жасқа дейін оған жұмыс істемейсің. Ол точно. А ол үшін істеу керек. Ол үшін бір core дейді ғой, основной бір навыктарың болу керек та, а сырты өзгере береді. Заман талабына сай сен өзгеріп керексің. Не үшін? Ақша табуың керексің. Выживание. Түсіндің бе? Сен отбасыңды тамақтандыруың керексің. Басқа да мәселелер бар деген сияқты. Ол маңызды. А енді soft skillsқа керек бағанағы жұмсақ қабілеттерің. Ол мысалы ол неден шықты? Қаза айтып неден кетейін, бағанағы халықтың алдынан сөйлеуден шықты да. Soft skills'та негізі 3-ке бөлінеді. 3 основной типтар бар. Бірінші социальный навыки дейді. Social skills. Ол біздің қоғамдық қабілеттер. Ол адаммен сөйлесе білуің, адамдармен сұхбат жүргізе білуің, адамдармен дебат жүргізе білуің. Мысалы сен бізде кейбір адамдар бір-бірімен полемикаға кіре алмайды. Спорласа алмайды. Неге? Өйткені адам өзіне бір дәлел таппай жатса, жауап бере алмай жатса, адам жеке өзінің басынан ар-намысын тие бастайды. Наличное переходит. Ол дұрыс емес та. Оның өзі қабілет негізі. Социальный навыки деген сол да. Алдындар сөйлеу. Public speaking skills. Адамдар алдында презентация жасай білу. Өте үлкен навыктардың бірі, қабілеттердің бірі. Ол социальный навыки, қоғамдық қабілет. Екіншісі когнитивные навыки дейді, skills. Ол адамның ойлау несі, қабілеті. Оның ойлау қабілеті Герман Греф бар. Сбербанктың президенті, басшысы. Сол бір сұхбатында айтады, тағы да еще Давоста ма, қай жерде бір конференцияда айтатыны бар. Адамдың жұмсақ қабілеттерінің ішіне маңыздылардың бірі, мен жұмысқа алар кезде соған қараймын дейді, ең маңызды ол системность мышления дейді. Адамның ойлау жүйесі, жүйесі, ойлау жүйесі. Адам қалай ойланады? Хаотично ма, немесе бір жүйелі түрде ма? Сол айтады, оның екі түрі бар дейді. Жүйеленген екіге бөлім дейді ол. Анализ бен синтез дейді. Анализ дейді, ол дословно былай айтады, способность нырнуть в данные. Анализ деген сам берілген данныйларды ақпараттың ішіне сүңгу, максимально алатын бүкіл нәрсені сығу, соның бәрін зерттеу. Ал синтез способность вовремя вынырнуть дейді из данных. Уақытында қайтып шығу. Бізде адамдарда я мынау бар, я анау бар. Екеуі жоқ. Өйткені кейбір жігіттер бар, бізде аналитик кіріп кетеді. Бірақ соңында қарайсың, ол андай 90%, 99% тауғанда, бірақ 1% үшін зерттей береді. Ол керек па, керек емес па? Ол мынау соңында шешім қабылдауға сен әсер ете ме, етпей ме? Полезный информация әкеле ме саған? Сол мәселе. Ал синтез деген уақытына тоқтау, анализін тоқтатып, информацияны аласың да, сол бойынша шешім қабылдау. Синтез мәселесі. Ал мен айттым, бізде аналитиктер бар, и синтезбен айналысатын біреулер бар бізде. Ол қалай? Ол аналитикаға кірмейді. Ол тұрады, бірінші кірген нәрсесімен сразу ақпарат ала салады. Google-дың бірінші ссылкасы, екінші, үшінші ссылкасы болды. Google-дың мысалы 15-ші, 16-ші биттеріне кім барды мысалы? Сол сияқты ғой, адам деген зерттей білу керек, зерттеуден бұрын уақытында тоқтай білу керек. Информацияны ала білу керек. Сол Герман Греф айтады, осы ең үлкен қазіргі когнитивный қабілеттердің бірінің маңызды бөлшектерінің бірі системность мышления. Адамның ойлау жүйесі. Сосын осы когнитивный қабілеттің тағы бір түрі, ол креативный мышление, екіншісі критическое мышление. Креативный мышление деген, айттым, заман өзгеріп жатыр. Қазір заман үйде отырасың.
не болып кетті мына заман. Анау неше түрлі вайндар шығып жатыр ғой, бірән істеу керек, бірән істеу керек, бірән істеу керек деген сияқты ше. Сол сияқты ғой, бірән істеу керек та, креативность. Адамдар қазір заман өзгеріп жатыр. Мынандай қалыптасқан уже жүйе жоқ. Жан жақтан шешім табуың керексің, выход табуың керексің. Сол сияқты ғой, креативность керек. Любой жерде. Мысалы, саған айтады, элементарно презентацияда ақ фон болсын дейді. Мысалы, неге ақ фон болады ол? Мысалы, да? Ол неге серый болмайды? Неге мен зерттемеске? Сосын сен білесің, мысалы, компанияның фонында көк фонға жазған ақ немен әріппен. Мысалы, да? Сен білесің, көк түс көзге өте ауыр келеді. Білесіз бе, мысалы? Сондай көк түс адамға ауыр келеді. Түсініп тұрсыз ба? Неон жанып тұрса, көкпен неоновый нелер бар ғой. Көк өте ауыр келеді. Сен айтасың, мынау бізге әсер етіп жатыр, мынау біздің продажамызға кері әсер етіп жатыр. Ол зерттеу арқылы да, мысалы, ондай нәрселер бар да, все креативность. Любой жерде бір креативный болу керек қазір заманда. Осы сен технарийсің ба, сен химиксің ба, сен гуманитарийсің ба, сен юристсің ба, жоқ, барлық жерде қазір керек та ол креативный мышление. Келесі критическое мышление. Критическое мышление саған келген ақпараттың артын қарау, критикалық түрде қарау. Бұл шындық па? Ол жалаң ақпарат па? Қайдан келді? Не келді? Осының бәрін зерттеу арқылы соңында өзің шешім қабылдау. Критическое мышление өте маңызды. Бізде анау көп қой қазір. Неше түрлі мемдер келеді, неше түрлі ақпарат келеді. Ол шын ба, өтірік па, білмейсің. Адам, халық WhatsApp-та келеді, сен переслайд. Ол шын ба, өтірік па, қараутпайсың. Мысалы, кешегі бір орыс әйелдің атын айтқанда, главный фармацевт Казахстана сказала: доколе мы будем кормить этих всех нелюдей, сколько мы будем тратить деньги на это деген да, и халық боқтап жатыр ананы. Элементарында ана адам атын жаз интернетке, жоқ ондай. Сосын главный фармацевт дегенде жоқ Қазақстанда ше, мысалы, должность ондай ше. И қарайсың, басқа бір Гуглдан бір іздейсің, қарасаң, бір не ғой, ссылкамен кетсең, уже оказывается Украинада шыққан олай, Ресейде шыққан. Ол просто бір не да, фейк ньюс да, фейк ақпарат. Бір не да, ал біз сол арқылы тексермейміз, арғай жібере береміз. Негатив. Там біреулер қырылып қапты. Сосын жазып жібереді, ойба, ана жерде біреулер қырылып қапты, Қазақстан. Хотя ол Дагестанның бір жерінде болуы мүмкін, Ресейдің басқа жерінде болуы мүмкін, білмейміз да, енді сол сияқты критическое мышление өте маңызды. Және бағана ең соңғылардың бірі, когнитивный қабілеттердің бірі, ол шешім қабылдай алу. Бағана айтып шықты ғой, барлығын аналитика, синтез, бірақ біз андай ғой, әй, бала, сен тыныш отыр. Үлкендер сөйлегенде сен сөйлеме. Айтқан ол дұрыс қой, бірақ біз көп жерде баланы еркіндік бермейміз. Қолын қағамыз, бетін қайтарып тастаймыз. Неге? Мысалы, да, адамға ол әсер етеді. Біздің комплекстердің бәріміз, мысалы, адам әйел адаммен сөйлесе алмауы мүмкін, адам билей алмауы мүмкін, адам өлең айта алмауы мүмкін, адам халықтың алдына сөйлей алмауы мүмкін. Мына комплекстердің барлығы балалық шақтан келеді. Барлығы балалық шақтан. Сен қазірден баланы бәр жерден бетін қайтара берсең, ертең балаң қысылып, интроверт дейміз да еще. Ол сондай болып шығады бала. Ал қазірден бастап баланы құптап, мен мысалы қыздарыма сөйтіп айтамын да, бір магазин келеміз, мен айтамын, мен ақшам, мынанша ақшам бар, сен я бір ойыншық аласың, қымбаттауынан, немесе арзан екеу аласың, болды, шешім сенікі деймін. Ол сондай, мен артығын алмаймын деймін. Сен жыла, ана жерде жат, қақпайды. Сөйтіп мамасы оған указание беріп қояды. Сөйтіп кіреміз магазинге, шешім өзің қабылда. Бірақ ойыншық ұнамай қалса, шешім өзгерте алмайсың. Ол сенікі. Қателес. Адам қателесу керек ол жерде. Сондай адам жауапкершілік өзіне ала білу да. Бізде сол минус бар. Көп жастарда, Қазақстан халқының, қазақтардың ішінде жастарда сол бар. Шешім қабылдай алмаймыз. Жауапкершілікті өзіме ала алмаймыз. Жауапкершілік деген не? Ол қателесу. Адам қателесуден қорқады. Ол кішкентай кезден келеді да. Сен балаңа рұқсат бер, қателессін. Су төкті ма, төксін. Суға дрожь салды ма, ұн салды ма, көрсін да. Ол адам түртіп не арқылы үйрену керек қой, сол сияқты. Шешім қабылдау. Мен қызыма айтамын, таңда деймін. Не істеймін дейді да, өзің біл деймін. Мынау дұрыс па, өзің біл. Адам шешім қабылдай болу керек, ала білу керек ше. Қызым, не істей аламыз осындай кезде? Сен айтшы, мысалы, қазір не істейміз ал мынандай дейді. Жыласын, жыламасын, ол адам айту керек та, үйрену керек қазірден бастап, шешім қабылдай алу керек. Сол. Осы екі основной мягкие навыки дедім ғой, жұмсақ қабілеттердің соңғысы ең маңыздылардың бірі енді болды. Эмоциональный навыки, эмоционалды қабілеттер, emotional skills. Оның ең основной неден келеді? Эмоциональный интеллект. Ол адам өзінің эмоцияларын
қадағалай білу өте маңызды. Өйткені өмірлік ситуациялар көп қой, неше түрлі стрессовый ситуация болады. Ешкім эмоциясын білдірген ұнатпайды. Сол сияқты өзің эмоцияны бақылай білу өте маңызды. Ол бірінші бөлігі. Ал екінші бөлігі бар, қарсы отқа адамның эмоциясын бағалай білу. Оны ұмытып кетеміз. Мысалы, кезінде біз әжелеріміз айтады ғой, аналарымыз, қыздарына үйретеді ғой, әй, күйеуің келген кезде қабағын шытып, сен аяқта ырыңдап отырма. Немесе күйеуің қуанып келсе, сен аяқта мұңайып отырма. Сен күйеуің қандай волнада, сен сондай волнада болуың керексің. Осы эмоциональный интеллект. Адамның эмоционалды қазіргі жағдайына баға бере беру өте маңызды қабілеттердің бірі. Ол шынымен де маңызды. Сөйлеп отқан адаммен қандай, ол қазіргі жағдай қалай, сен білесің бе, білмейсің бе? Артын зерттедің бе, зерттемедің, сен білмейсің. Ал өзіңе пайдалы бір информация шығарусың, өзіңе пайдалы бір нәтиже шығарусың, оның бәрі маңызды қазіргі заманда. Адамдармен сұхбаттасқан кезде, бір переговоры дейміз ғой, жүргізген кезде өте маңызды да сол. Көп сөйлеп кеттім ба? Негізі сондай ғой, адам зерттей беру керек, әр нәрсені қарай беру керек. Ол неден шықты? Бағанағы бір нәрсе істей алмай, жаңа нәрсе үйрену. Жақында TEDx-тен ба бір кісінің несін көрдім, берген сұхбатын. Бұл кісі біраз нәрсемен айналысқан, ақша шетеді. Bir gün тұрдым дейді, неміс тілін үйренгім келді дейді. Қарап, неміс тілін үйренгім келді дейді. Оны қалай істей аламын дейді. Менің уақытым жоқ дейді. Аяқта бизнесім бар, бастық қой, ананы бақылауым керек, ананы контроль жасауым, не істеуім керек. Сосын қарадым дейді, мен жұмысқа жиі барам, жұмысқа барып келем дегенше жарты сағат уақытым кетеді екен дейді. Сосын мен айфонда клингрок тыңдаймын дейді, айподта. Соны істедім дейді, айфонға бүкіл өлеңдерді өшіріп тастадым дейді, бірінші барған магазинге барып 12 диск неміс тілінің сабақтан сатып алдым, соған жүктеп қойдым дейді. Болды, сосын күнде тыңдап жүремін дейді, жұмысқа барам келем. Мен білем дейді, ол сабақты мен жібере алмаймын. Өйткені мен жұмысқа барам точно. Барып келеді. Сөйтіп неміс тілін үйреніп алдым дейді. Супер үйрендім дейді. Шөкәдім мықты үйрендім. Сосын келесің істеймін дейді. И артынан слайд кетіп жатыр ғой. Парашютпен секірген, анаумен айналысқан, бәрі жерде марафон жүгірген, бәрі шыңнан жетіп жатыр. Тік кетіп жатыр да. Сосын айтты, мен бұл нәрсеге қалай жеттім дейді. Сіз бағанадан келеді бағана. Дамылай гөлелер деген бар, practice makes perfect. Fake it until you make it. Жаймен деп, стивер. Сен марафонист болғың келе ма дейсің. Өзің айтасың, мен марафонистпін дейсің да. Жаймен деп 1 километрден бастап жүгіресің, 2 километр, шаршайсың, травмаласың, бірақ тоқтамайсың. Жаймен деп. Ешқашан сразу әр нәрсе болмайды да. Жаймен деп келе бересің да. Сөйтіп бір күні қызық айтады, келіншегіммен сөйлесіп отқан айтады, мен біраз нәрсені қарап шықтым, істеп шықтым, не істесем болады енді, маған бір өмірде әлі қызық керек. Адам на драйве да, всегда бір не істей аламын енді, қандай хобби керек, адамға әрқашан хобби керек. Хобби болмаса адам жынданып кетеді да, депрессияға түсіп кетеді, стресске түсіп кетеді. Сосын келіншегі тұр айтсаң ғой, сен тоқсай деген ғой. Тоқы деген да. Сөйтіп тұрғандай, мақұл деген. Сөйтіп пицца сатып алған, анау жіптерді сатып алған, сөйтіп тоқи бастаған, ютубтан үйренген. Еділ тоқи бастаған, жаймен деп, үйдегілері киім тоқып шықтым дейді, ананы тоқыдым дейді, короче. Сосын бір күн тұрдым дейді да, тоқитындардың сообществосы бар екен негізі дейді. Соларға қосылдым дейді. Сөйтіп үйге кішкентай көрпешелер тоқи бастадым дейді, американец қой ол. Сөйтіп үйде үлкенірек көрпеше тоқыдым дейді. Сосын ойладым дейді, осы бір рекорд қосам қалай болады? Рекорд, книга рекорды, Гиннестің рекордының кітабында бойынша ең үлкен қолдан тігілген көрпе ретінде қараса, бірнеше шаршы метр. Соны істей аламын дейді бұны, короче. Бұл не істейді? Соңынан мақсат қояды, соны істей бастайды. YouTube үйренеді. Күнде қайталай берем. Үйренім дейді. Сөйтіп адам соны істейді ғой. Үлкен квадратын тоқып шығады, рекорд жасайды. Сосын әлі тоқтай алмайын дейді, біраз істеуім керек қой дейді. Сосын не істейді? Сообществода тұрады, не бар екен Америкада? Таулардың жарларында былай склон дейді ғой, үлкен тастар жатады. Үлкен тастар құлайды ғой, соларды қолдан тігілген көрпелермен қаптау деген не бар, хобби бар. Әртүрлі түсті ше. Мысалы тоқисың да мынандай бір мен тоқисың да, мынандай бір булыжың тас жатса, соны барып қаптап қоясың. Жастықтың қабы сияқты. И ол әдемі болып тұрады. Ал склон халыққа көрінеді ғой. Сосын не істедім дейді, бір үлкен склон тапқанда таудың. Үлкен тастар. Ойладым, бәрін қаптап шығамын деген ғой. Сосын не істейін бет, адам мақсат қойды да өзіне. Енді былай қарасаң, адам миына сыймайтын нәрсе де. Сосын тұрғанда сообщество бүкіліне не жіберген, хабар жіберген ғой. Мен андай жар таптым, ананша тас бар, осыны қаптайық.
и өзінің суретін көрсе үйінде деген бүкіл дүниежүзі бойынша тоқитындар оған зат жібереді ғой, тоқитындар. Неше түрлі ана тоқыған көрпелерін жібере бастайды ғой. Үйін көрсетіп коробка құрып келіп жатыр, посылкалар, короче. Солардың бәрі қосады тігіп. Ананы қосады, и келесі сурет жібереді слайдпен. И тауда анау үлкен тастар. Ана не тұрған ғой? Пасхада бояйды ғой, неде ше христиандар нені. Дәл сондай сияқты таудың тастарын бәрін қаптап тастаған ғой. Не деген масқара деймін да, былай қарасаң миға сыймайтын нәрсе бір адам. Жаймидеп соған жетті да. Иә, сол сияқты ғой, ештеңеден қорқу керек емес. Бір істеген кесе, зерттей бересің, қайталай бересің, істей бересің. Сол сияқты бағанағы не бар? Былтыр алдыңғы жылы наурызда лицей коктейльдің футболдан жарысы болды. Сол жерде аяғым жарақаттанып алдым, жамбас жағына. Жүгіріп жүргенмін ол кезде, марафон жүгіріп шықтым, 21 километр. 8-де жүгіріп уже полумарафон. Иә, полумарафон жүгірдім Астанада. Результаттарым жақсы, нәтижелерім жақсы болып келеді. Мен өзім уже ойластырып жатырмын. Қазақстан былай марафондарда 50-ге кіре алады екен, 100-ге кіре алады екен, егер результатын былай істесем, тағы бір жыл жүгірсем. Көп планға жоспар қойып тастағам. Аяғым сынды да қалып, маған жарақатымды алдым. Сөйтіп ертеңгісін тұрсам, белім вообще жүргізбейді. Белім деген аяқтың бәрі сыздып, ауырады. Жүргізбейді, сосын түсінбедім мынау не. Сосын ойладым, салқындатып қалғам, футболдан кейін деп. Маз жағып жүрдім, бір апта, 2 апта кетпейді ана. Әр жүрген сайын стреляет бәрі. Түсінбеймін. Сөйтіп бардым, больницаға бардым, ауруханаға. Терапевтке жазылдым. Сөйтіп маған футболканы көтерді, қарады да. Ой, сен протрузия, в лучшем случае грижа ойдым, сондай сенікі дейді да. Болды, қой спорттың бәрі деді. Сосын точно ма десем, ой, ладно, МРТ-ға түсіп кел деді. Жарайды дедім, МРТ-ға түстім. МРТ-ді қарады, айттым ғой саған протрузия деді. Не қылам апа десем, болды. Спортты қоясың, тек жаяу жүресің, бәрін қоясың. Бұл енді протрузия деген сенің досың. Досыңа жақсылап қара енді дейді, сөйтіп. Қайтарып тастады. Мен деген көңіл күйім жоқ. Быт-шыт, не істеймін енді? Ойланып жүрдім, қалай істеймін? Еще дәрілер жазып бердім, неше түрлі. Жамбасқа салатын. Ол деген страшно ауыртады, қымбат дәрі. Ауру басылмайды, жаны батып барады. Не істейсің енді? Сосын интернет кірем, зерттеу. Сосын бүкіл русскоязычный ютубтың бәрін қарап шықтым. Позвоночный грыжа, бүкілін. Сосын қарадым, не то. Сосын ағылшынша не ютубқа кірістім. Бүкіл позвоночный дисктерге не бар, грыжаға не қатысты барлығын қарап, зерттеуге тырыстым да енді, өзім ақпарат шығару үшін. Сосын бағанағыдай, спинной мозг дейді, ішіндегі өтетін каналдың ішінде үлкен нерв канал өтеді, ол поясничный отделға келген кезде ол конный хвост болып кетеді. Сосын конный хвост жайменде поясничный отделда омыртқаның сүйегінің арасынан шыға бастайды нервтер. Доктор кісі айтты ғой енді, ол нервің қысылған деп сен. Сөйтіп зерттей бастадым, ананы қарадым, мынаны қарадым. Сосын МРТ-ме қараймын, түсінбеймін ештеңені. Сосын МРТ-ді оқу керек болды. Өзім геолог, биофизикпін, неше түрлі мен зондтармен жұмыс істеймін. Звуковой зонд бар, электрический, магнитный зондтар бар. Мынау МРТ деген магнитный резонансный томография. Бұны оқи алатын шығармын дедім да, осыны оқи бастадым. Бұның результаттарын, нәтижелерін қалай оқып шығады. Шамалы бір-екі кітап оқыдым, үйттім, бүйтім, әйтеуір оқи алатын шамаға келдім. Ненің не екенін көре алатын сияқты. Сосын ютубтағы кісілердің МРТ-ларын қарай бастадым, неше түрлі көрсеткен. Гуглдан қарадым, кімде қандай грыжа, кімде қандай протрузия, кім не істеді. Менікімен салыстырам. Менікі деген дым емес. Сосын қарайым, былай, горизонтальный срез бар ғой, омыртқаның. Соны қарайым, диск шамалы қысылғанда шыққан сәл. Спиной канал бар, спиной мозгтың каналында. Ішіне жырткіш жүреді дейді. И ішіне нервтар жүр, конский хвосттар дейді, нервтар көп, точкілер болып тұрады. И ешқайсы қысылмағанда диск тұр жетпеген, домалақты жаппаған әлі. Бұлай срезде көрінбейді ештеңе. Сосын бұлай вертикальный срез қарап істейм, МРТ-ні. Вдвояқта сондай. Позвоночный диск сәл шыққанда, қалған нервтердің бәрі бұлай жүріп жатыр каналдың ішіне, спиной мозгтың. Сосын айттым, каналдың ішіне қыспаса, шығатын жерден қысқан шығар дедім. Конский хвост шыға бастайды, позвоночный отдел жақтан, омыртқадан. Соны зерттей бастадым. Соны зерттегенде неше түрлі хирургтарды, анатомияны зерттеп кеттім. Адамдарды операцияны кескен кездегі суреттер, срездер, неше түрлі адамдардың, труптардың. Сөйтіп көрсетіп жатыр да сол жерде. И мына омыртқалар
бір-біріне қосылады ғой, арасында межпозвоночный диск бар. Сол дискпен нервтің шығатын жері екі түрлі этажда да, екі түрлі биіктікте. Мысалы, бір жақта дисктер тұратын жер болса, нервтер шығатын аяқта тұрады, короче. Нервтердің шығатын дисктері. Сонда қараймын, мына диск қанша шықсын, үлкейсін, ол шығатын нервке әсер етпейді да ешқалай. Сосын барып, МРТ-ді алып алдым да, неге бардым, врачқа бардым, айттым. Түсіндіріңізші дедім, қай нерв қысылып тұрған? Мен көре алмадым дедім, мен бәрін қарадым, максимально қолымда келгенін істедім, мінейін. Внятно ештеңе айта алмайды, ол кісі айта алмады. Қайтып кеттім. Сразу бір екі күннен кейін дәрілерін тоқтаттым. Жан басым салатын уколдарын, өйткені жаны батып баратыр, мынау да батып баратыр. Сосын ары қарай зерттей бастадым. Егер мәселе сүйекте болмаса, мәселе бағана межпозвоночный дискте болмаса, онда мәселе неде? Сосын етте да мәселе. Мына бәрі біз ұстап тұрған, каркасын ұстап тұрған бәрі неде ғой? Мышцы ғой. Мышцы зерттей бастадым. Өйткені бір жерден көріп қалдым, неше түрлі. Сосын анау бір Ресейдің үлкен бір конференциясы болатыр. Медициналық қызметкерлер жиналған, неше түрлі. Сол жақта үлкен бір шал орысша сөйлеп жатыр. К нам поступила пациентка 60-70 лет. Үлкен кісі келген, әйел адам. Грыжасы өте асқынып кеткен, сепкестированная грыжа дейді. Бөлшектеніп кеткен. Енді біз протокол бойынша ол кісіге неше түрлі физиолечениялар тағайындадық, істедік дейді. И бірнеше айдан кейін не істедік дейді, қайтадан МРТ-ға түсірсек дейді, ана кісіні. Грыжасы бәрі жиналып қалды дейді орнына. Мектепте көрген конференцияда кәдімгі сөйлеп тұрған кісінің аты да. Сонда андай грыжаның өзін қайтарып жатса, менікі деген протрузия деген қалай қайтпайды деймін да, мен сонда сұраққа жауап ала алмадым да ешқандай. Сөйтіп мышцаға өттім. Сөйтіп оказывается мәселе мышцаларда болады. Енді шамалы мен зерттеуім дилетантский ғой енді. Өткен медицина оқу деген оңай емес. 9-10-11 жыл адамдар әшейін оқымайды. Бірақ енді қолдан келгенімізше ғой біз жаны батып баратыр енді анау ауру. Сөйтіп мышцаларда үлкен қысым түссе, үлкен нагрузка түссе, кейбір жерлерде мышцалар тартылып қалады екен. Сол жерлер, тартылған жерлер триггерные точки дейді, триггері дейді, неше түрлі, спазм берген жерлер. Негізі соған әсер ету керек физикалық түрде. Басып тұру керек, немесе инемен деген сияқты сондай нәрселер бар екен. Опа дедім да, бәлкім мен емім сода шығар деп үміттеніп кеттім. Сөйтіп теннисный мячик сатып алдым базардан. Сөйтіп теннисный мячикті астыма салып қойып, жерге жатып. Соны катать етіп, точкалер тауып алдым бәрін. Қай жерде тұрған? Оң жағында екен бәрін. Оны қайдан бір жерден көрдім дедің сол? Сосын бір видеоларды ютубта айтпақшы. Бір UFC-дің боец бағана жатыр, неде? Врачқа келген терапевтке. Сөйтіп санын көрсетіп жатыр, санын жағында. Мынандай бір бұлшық еттің расслабленно жатыр ғой енді олай. И қарасаң бұлшық етте мына бір нәрсе томпайып жатыр да, ұзын құрт сияқты. Акасы бағана спазм берген. Сосын врач сөйтіп мынандай спицын алып, инені. Соған бұлай ұзын-ұзақ тықтана. Тықты былай жұқы-жұқыты алып тастап еді, анау қайтып кетті да. Сонда опа дедім да, значит әсер ондай нәрсе бар да емделуі деген сияқты. Сөйтіп теннисный мячикті алдым, арқама шамалы жүргіздім да, и қарадым, 5-6 точкам бар екен, бана ауыртатын жерлер. Мячик жақсы жүріп келеді доп, и соған кезде заным банкада қалады. Сөздерін бәрін біліп алдым, массажистке бардым да айттым. Аға, мына жер, ол мені ойбайлатып тұрып, шынтағымен басады. 10 сеанс алдым, 10 сеанста бәрі орнына келді да, шүкір. Ауырғаны қойды, бәрі қойды, қайтадан жүгіруін бастадым, қайтадан футболын бастадым деген сияқты. Сол. Сол ғой, енді әрбір ситуацияда ұқтап отырсымыз керек та, енді зерттеу керек, қарау керек деген сияқты. Қайттан орнына келдіңіз деп тұрсыз ғой, бәріміз. Шүкір. Жүгіру болсын. Қайттан жүгіріп бастадыңыздар, қалай болды? Клуб ашып, жаңағыдай тілектер. Шүкір. Одан кейін жүгіре бастадық. Бірақ форма баяғыда емес, салмақ кетіп қалған. Енді жаймен деп қой, қайтып орнына келтіру керек, сөйтіп жүгіре бастадық. Одан кейін өзің келдің қалаға. Сөйтіп клуб аштық. Осы түлектер арасында, түлектердің достары арасында, туысқандар арасында деген сияқты жүгіру клубын аштық. Қызылорда Актель Run Club деп. Сырдарияның жағасының бойымен жүгіреміз. Сол жаймен деп жігіттерді ынталандырып жатырық, үйретіп жатырық жүгіруге. Жаймен деп. Енді бағанағыдай ғой, мен тренер емеспін. Бірақ опять-таки fake it until you make it. Мен енді олардың көзінше мен тренер болуым керек, фейк болсам да. Бірақ мен артымда фейктің артынан еңбек болу керек, зерттеу керек. Мен өзім зерттеген бар кезіне, ол бөлек әңгіме да, жүгірудің кезіне деген. Сосын андай ғой, адам көп адамға айтуға тырысам, әрбір адам ол жай адам.
Біз өзіміздің неміз ғой, сознание деген бар ғой, мен эгом ше. Біз бәрі өзімізді ерекше көреміз. Иә. Енді сондай ғой бәріміз ше. Мына ауру маған келмейді. Мен полицияға ұсталмаймын. Деген сияқты адам, мен лотереяны ұтамын, мен бұл ставканы ұтамын, мен мнением бар, мен бұл казино ұтып шығам. Адам өзін ерекше көреді, ол дұрыс емес негізі. Мен өзіме бір не қойғам, мен миллион адаммен бірдеймін. Егер Қызылорда облысының адамдардың бәрінде респираторный ауру бар ма, мұрында, дәл ол менде болады. Егер Қызылорда халқының көбісі жүрек ауырады ма, ол менде де ауырады ертең 40-50 жасқа келгенде. Ертең 40-50 жасқа келгенде Қызылорда халқында давление болса, ол дәл сол менде болады. Егер де мен соны біле тұра дым істемесем, ол мен ақымақпын, мысалы ше. Ал бірақ ол нәрсе маған келмейді, мен өзгешемін деп ойлау, ол нағыз ақымақтық соның өзі, мысалы ше. Сол сияқты ғой. Адам өзіне өзгеше бұл ешқашан қарамау керек. Өзгешелердің chosen one-ның заманы 14 ғасыр бұрын өтіп кеткен. Сол сияқты ғой. Қазір chosen one деген ешкім жоқ та. Бәріміз қарапайымбыз, бәріміз кәдімгі адамбыз. Сол сияқты жүгіру бастаған кезде де айтамын да, мәселе. Жігіттер кейбіреулері қате жүруі мүмкін. Резко объем набирать етеді. Күні кеше 2-3 километр жүгіріп жүрген адам 10 күннен кейін 10 километрге жүгіргісі келеді. Жоқ, ондай болмайды. Өйткені жүгіретін адамдар арасында ең көп тараған зақымдардың көп түрлері бар, травмалардың. Это колено бегуна бар, надкостница дейді, ахилл, задний поверхность бедра тартып қалады. Ол бәрінде болады. Ол 100%. Адамдарға айтсаң түсінбейді да, бұл нәрсені ше. Өткен мен зерттедім, өзім өткен да басында. Ақылды емеспіз адам ше, ол өзгеше емеспіз. Ол біреуде болды ма, ол сенде де болады. Ал сенің жұмысың не? Соны болдыртпау, зерттеу. Ахилл неден кетеді, надкостница неден кетеді, мынау колено бегуна неден пайда болады, мынау задний поверхность бедра неге тартылады деген сияқты адам зерттей бастау керек ше. Сол ғой техниканы, мысалы жүгірудің кезінде мен не істедім? Енді мен білдім, мына травма бәрі менде болады. Өйткені мен кәсіпқой жүгіруші емеспін. Мен спортпен айналысқан адам емеспін. Мен білем, оның бәрі менде шығады. Өткен өмір бойы аяғым көрген не? Офиске барып келем футболда аптасына 1-2 рет. Мен не істедім? Мен зерттей бастадым. Ананы қарадым, мынаны қарадым. Мен техника бегі бар ғой, сода дұрыс емес екен. Техникам дұрыс болмаса, сен травмалар пайда болады дейді. Жарайды. Мен тұрдым да келіншегіме сотканы сатып қоям и сүрет ол мені медленном режиме. Бәрін. И мен былай жүгіріп өтем, үй келемін де компьютерімді жүктемей қарап отырам. Мен аяғымды қалай қойдым? Пяткамен қойдым ба? Немен қойдым? Өкшемен қойдым ба? Бәрін қарап отырам, зерттеймін. И ертеңгісін специальный беговой упражнение дейді, арнайы жүгіру жаттығулары, соны істеймін. Анан аяқ дұрыс қою үшін. Қайталай берем, шамалы уақытта қайтадан түсірткіземін келіншегіме. Техникам дұрысталғанға дейін. Адам сондай болу керек та, мысалы, ол ызбуқтай барақты бастап кеткеннен сен жетістікке жете алмайсың. Бәрін егжей-тегжейлі бәрін зерттеу керек та, қарау керек, не істеу керек, ол қандай минустар, плюс бар, қандай нелер бар деген сияқты. Соғы біз өзгеше емеспіз. Біз кәдімгі адамбыз да, біз әлсіз адамбыз да, зерттеу керек, қарау керек. Біз ақылды емеспіз. Біз ең күшті емеспіз. Мен да мысалы ең ақылды емеспін, ең күшті мен білем. Ол қателіктен бері маған келеді, сол үшін мен дайындалуым керек та. Бәрін зерттеп, алдын ала ананы қарайсың, мынаны қарайсың. Сөйтіп, Құдайға шүкір, өзің келіп клубты аштық. Қызылорда жүгіру клуб. Адамдар жиналып жатыр. Сол егер нелер жүгірем дейтін болса, келсін, халық қосылсын бізге. Қазір біраз объемға келіп қалдық жүгірудің, біз біраз. 10-15 километр жүгіретіндей қабілеті келді жігіттер. Молодцы. Карантин шамалы. Карантин шамалы неден шығарып жүреді? Коллегадан. Құдай қаласа орнына келеді, жаймендеп. Карантин демекші, өзіңіз қалай өткіздіңіз карантин? Карантиннен бәрімізге қиын болды. Ата-анамен сөйлестім, жақсы адамдар екен деген сияқты ше. Оңай емес, шынымен оңай емес, психологтар жұмысы көбейген болса керек. Негізі. Өйткені сен үйдегі кісілермен көп сөйлеспейсің, азын тұрасың. Бала-шағаны садикке жібересің, мектепке жібересің, өзің жұмысқа кетесің да, жұмыста алған гужбан. Кеш жағын келесің, келіншегің бір-екі сөйлесің, жағдайын сұрайсың, ата-анаң болды. Сонымен бітеді. Комфортно, всем комфортно. Өйткені интеракшн жоқ. Арада не жоқ, ешқандай қарым-қатынас жоқ, ешкім қиналмайды. Ал карантин не қылды? 24 сағат. Болды. Мысалы же бір-бірімізден до конца. Енді қиын да, шынымен адамдармен араласу, үйдегілермен оңай емес ол нәрсе. Бірақ сол басқа жағынан ол жақсы болды.
қарым қатынас құрып, мен қыздармен жақын болып, өзім қыздармен оның сабағын қарап, анаусын қарап деген сияқты. Енді оңай емес сабағын қарап, бір-екі рет қарадым, жынданып кете жаздады. Но жалпы деймін да, қыздарын сыртқа шығарып жүру, жағдайын сұрау, қыздардың қандай интерестері бар, не мультик көреді, қыздары не ойын ойнайды деген сияқты ше. Иә. Енді сондай сияқты ше, келіншегімен көп сұхбаттасасың, үйдегілердің жағдайын сұрайсың, ата-ананың қасына көп боласың деген сияқты, арқасын уқалап бересің, деген қасып бересің, аяқтарын уқалап бересің деген сияқты, күшті да ол жағынан. Иә. Жеке өзіме келгенде қиын. Удаленка дейді ғой, бәріміз қазір дистанционный жұмысқа шықтық, алыстан жұмыс істеу. Оңай емес. Ол бәріне кажется, ол күшті деген сияқты. Ол өте қиын нәрсе. Үйде обстановка қою, жұмыстың обстановка оңай емес. Мына жақта бала шағам, мына жаққа кейін шайға шақырып жатыр, анау. Мына жақтан біреу дарбазаны даңғырлатады. Оңай емес те, оның бәрі. Сөйтіп алғашқы 1-2 апта шамалы не өтті енді. Ананы қарайсың, кино қарайсың, сериал қарайсың, тиімсіз өтті, пайдасыз өтті да. Одан түсіндім, мына болмайды мына нәрсе. Егер де бізге осындай шанс беріліп тұрса, осындай көп уақыт беріліп тұрса, біздің атмосферамыз не? Ой, жұмыстан қол тимейді. Анау, мынау ғой біздің атмосферамыз. Егер осы карантинде өзімізге қосымша бір қабілет, навык үйренбесек, қосымша бір ақпарат білім алмасақ, ондай ұятта біздің айтқандарымыз бәрі далбаса да. Сөйтіп неден бастадым? Бізде КБТУ-да бірге оқыған жолдас жігіт бар, Арман Батаев деген, Павлодар КТЛ-ның түлегі, өте жақсы жігіт. Потом неде оқыған, Америкада оқыған, болашақ пен Урбана Шампейнде. Финансист жігіт. Иә, сол курс ашқан, финансовая грамотность деген, финментор деген бар Инстаграмда. Соған жазылдым. Рекламасын күшті айтқан енді. Күнде кофе аласың деп елестет дейді өзіңді. 500 теңгеге 800 бір кофе алып кетесің күнде, на вынос. Сол 20 жылдан кейін 30 жылда осылай алып жүрсең, осы жоқ, сол алып жүрген кофеңнің неде пенсияға шыққан кезде қанша ақшаңды кем етеді осы бүгінгі алып жатқан кофе. Соның бәрін есептеп береді да саған ше. Сол нәрсені көргеннен кейін стоп дейсің өзіңе. Что-то мынау не то істеп жатқан. Осы жазылып көрейінші, жазылдым. Өте керемет екен шынымен ше. Финанс деген, финансовая грамотность деген керек нәрсе екен. Қаншасын сен құртасың, қаншасын сен сақтайсың деген сияқты оның барлығы жазылған да мысалы сол нәрсе. Иә, сосын мысалы біз не білеміз, ақшаны қалай сақтаймыз? Сандыққа сақтайсың, депозит. Карточкаңда жатады, немесе депозит сақтайсың. Болды да, басқа не бар деген сияқты. Бірақ оның бәрі жеп кетеді біз. Инфляциямыз бар, девальвациямыз бар деген сияқты. Көп нәрсе бермейді да. Ал ол жерде басқа инструменттер үйретеді да, мысалы паевые инвестиционные фонды, еврооблигации, там басқаша да бар, басқаша акциялар бар. Сол туралы көп нәрсе ақпарат айтады да. Мысалы, есть активный трейдинг, бұл есть пассивный трейдинг. А бұл салып қоясың да, жарты жылда бір тексеріп тұрасың, болды. S&P 500 деген бар. Американың алғашқы 500 үлкен компанияның нелері. Иә. Акцияда, недегі, биржадағы нелері ғой қойылған. Сол жер ол өзгермейді, бірақ орташа бір не бар, пайызын береді жыл сайын. Бірақ 31 жылдан баса, 1931 жылдан ба келатыр. Ол ешқашан былай төмен түспеген. Түскен жерлер бар, қысқаша, қысқа мерзімді, 1 жыл, 2 жыл. Бірақ сен мақсатың не? Ол пенсияға дайындалу да, болашаққа дайындалу, бала шағаның оқуына дайындалу. Ал оған өсе береді да ол нәрсе ше. Ақшаны салып қой, сен доллармен сал, жылдық депозитің 1-2% берсе, ал яқтан 14-15,6% береді. Керемет емес па? Оны біз білмейді халық. Неге? Финансовый грамотный емес. Ана жерде үйретіледі да. Соны өттім. Мысалы, ол жер айтады да, мысалы, есть адамдар бізде құртамыз, ақша құртқан ішінде нелер бар дейді да, біздің затраты құртатын ақшаның ішінде есть постоянный затраты. Услуга бар, садигі бар, мектеп бар, а есть перемен затраты. Ауыспалы, өзгермелі, бұл біздің хотелкілеріміз. Кафеміз бар, анауымыз бар деген сияқты. И на черный день. Сол жер айтқанда адамдар айтқанда, мысалы, ең идеалы дейді да, мысалы, 50-30-20 болу керек. 50 ол сен постоянный расходы, 30 переменный расходы, 20 минимум ол инвестиции. Сақтап қойың керексің, мысалы ше. Сосын бізде қалай жүреді дейді да, біздікі 50-30-20 деп жүреді дейді да, бізде құртып аламыз, наны құртып аламыз, соңында қалса сақтап қоямыз. Ал наоборот жүру керек та, 20% сен сақтап қоясың, сосын барып өзің ақшаны құрта аласың. Бірінші ана күніңді ойлайсың да, ең бір сол сияқты. Шамиль Әлеудиновтің лекцияларында бар ғой бір жақты беріп жатыр, финансовый туралы. Мен дейді да, жылдық ақшамның 10%-ын отбасыма жұмсаймын дейді. Адам
финансовый грамотность отырып тастаған 10%-ын 10%-ын отбасыма жұмсаймын, 10%-ын благотворительность дейді, 80%-ын инвестиция қайта реинвестировать дейді. Адамды ойлаңызшы, қандай адам ше. Кітаптарда көп финансовый грамотность айтады, бай адам ол ақшасы көп адам емес, бай адам ол қайттан сақтай алатын адам 20%-дан көп. Егер сен тапқан ақшаң 50%-дан көп сақтай алатын болса, сен байсың мысалы. Ол байсың, сен ешқандай қажеттіліктерің жоқ та. Ал қажеттіліктерің болса, 50% арқылы сен біраз ақша жинап тастауға болады да, нелерге салып, инструменттерін қолданып, финансовый деген сияқты. Соған қатыстым. Сосын енді көп лекция тыңдап жүр қой. Әмірхан Омаров дейді, Саясат Нұрбек дейді, неше түрлі кісілердің, аяқта Бағдат Мусиннің кісілер деген кісілердің нелерін қарайсың, стористарын қарайсың, сұхбаттарын қарайсың, нелерін оқисың, посттарын. Заман цифровизация деп келе жатыр, бәрі цифровизация, сандық жүйеге өтіп жатыр дейді. Түсінесің да, өйткені мен өзім геологияда болғасам, моделирование деген не бар, жұмыстар біздің істеп жатқан. Бар жерде IT мәселесі бар. Барлық жерде. Мысалы, кей жерде бір жетіспей жатса, плагин жүктеп жүресің. Плагин жазған айтишниктер ше, мысалы, жаңадан плагин енгізіп жүресің. Новый программа мысалы ше. Айтасың да, қазірдің өзіне менің жұмысыма геология деген ол еске келе жатыр да, мысалы бір мамандық уже IT қатты кіріп кетті да ішіне. Түсіндім. Мен IT-ді білмеймін. Мен қазір жаз десе, мен жазып білмеймін. Кодын аштан жерін ауыстырып тасташы, несін калькулятордағы формуласын ауыстырып тасташы, мен білмеймін мысалы. Сөйтіп не қылдым? Бір күні ненің Аслан Бөлекбай деген кісі бар, Жезқазған лицейінің түлегі, КБТУ-да біздің лекторымыз он, қазір Саудия Арамко деген үлкен компанияда өте беделді кісі да, инженер, жұмыс істеп жатыр сияқты. Сол кісінің сұхбаты болатын болды. Петроконсул деген сайтқа ма, соған қосылдым бір күні. Сөйтіп айтып келеді, айтпақшы ақпарат сіздерге дейді, Стэнфорд University бесплатный курс бастайын деп жатыр, IT, Pythonнан. Соны жіберіп алмаңдар еді. Опа, жазып алғансың. Сөйтіп сразу жүкті соған несі тіркелдім. Code in Place деген программа. Программирование бір курсын алған, соны дистанционный қылып үйретіп жатыр да, Стэнфорд. Бірінші рет Code in Place, өзіңде үйінде отырып, код жаса деген сияқты. Соған жазылдым. Сосын одан параллельно тағы да бір курстар қарап отқан кезде Now деген бар, North American University бар, частная школа, IT жағына мықты екен. Соның лекциялары басталып жатыр екен, онлайн, бесплатно. Соған да жазылдым. Ол Zoom арқылы. Оған қосылсам, қазақ жігіт отыр ол жақта үйретіп жатқан ше, шок болдым ше. Қыстаулетов деген жігіт па. Сөйтіп қазақ жігіт отқан Тимур ғой деп қателеспесем, мысалы ше. Соны өттік. Ол жақта енді Zoom-мен үйретеді. Ең баса Hello World-тан бастап Python-да. А мына жақта Code in Place кәдімгідей полноценный сайт істеген, өзің логинің бар, кіресің, сабақтар жүктелген YouTube-тан, сосын аптасына бір рет Zoom-ға шығасың әр группамен. 8000 адам тіркелді. 80 адам тапсырған. Соның 8000 іріктеп алған. 8000-ді 800 ментор жалданған әр жақтан. Сөйтіп 10 адамнан 800 группаға бөліп тастайды. 800 группаның өзінің форумы бар. 800 группаның ішінде 800 группа бөлек-бөлек аптасына бір рет жиналасың ше. Аптасына бір күн оқып қояды, сен ор адаммен танысасың. Кірсем, немістер, ағылшындар көже деген сияқты ғой. И үйренесің Python-да. И сөйтіп 1,5 ай соны үйрендім. И соңында final project бар, финальный проект. Соны тапсырасың, сөйтіп кәдімгідей. Қызық болды енді. Өткен аптасын өзің жұмыс істейсің да, аптасына бір рет Zoom-мен қосыласың. Аяқта отқандар бәрі ағылшынша сөйлейді. И бәрі fluent ше, кәдімгідей. Сасқақтайсың, бірақ өзіңе де жақсы да, ағылшыншаны практиковать етесің. Плюс анау адамдардың ойлау қабілетін қарайсың, кім қалай ойланады деген сияқты. Осы карантинде осылай өткіздік енді. Енді қазіргі екінші карантинде білмеймін не істейтініміз. Бірақ бірінші жақсы өтті. Өте керемет өтті. Аурудан. Шүкір. IT геологияға енді қазіргі заманда енді IT қазір бүкіл жерге керек қой. Өзіңіз IT геологияны қалай таңдадыңыз? Случайность дей ма қалай? Мен вообще таңдаған жоқпын геологияны. КБТУ-ға түстік. КБТУ-да нефтегазовое дело, мұнай газ ісі жалпы. Мұнайдың іші бөлінеді ғой, бұрғылауы бар, анауысы бар, мынауысы деп көп тармақтары. Медицина сияқты ше бөлінеді, сол сияқты бөлінеді. Геология ең жек көретін тармағы мен. Геология, мұнай саласының ең жек көретін. Өйткені мұғалімдер өте керемет, бірақ мен оларды түсіне алмадым.
советтік кезеңге жатқан мұғалімдер ғой енді. Ол методын түсіне алмадым, сабақ беру методын. Сөйтіп соңында ретек кетіп қала жаздадым. Әйтеуір С алып, әйтеуір аман қалғаным бар КБТУ-да. Сол үшін мен айттым, геология жоламаймын. Мен буровик боламын, добычы жағы, насос жағында боламын, бірақ геология жоламаймын деген. Сөйтіп 4-ші курста бір ақша түседі. Аяқта переводчик боламын, мына жақта переводчик боламын. Сөйтіп ақша түседі. Сонымен қасыма жігіттер қараймын. IELTS-қа дайындалайық, интерпреске барайық деп айтып. Не үшін шетелде оқимыз дейді. Қойшы, ондай бар ма? Иә. Мен де барамын сендермен деп ілісіп кеткенсің ғой. Сөйтіп тапқан ақшама курсқа жазылдым. Қалған ақшаға IELTS-қа ақшасын төлеп қойдым тесттің. Сөйтіп бір ай немен дайындалдық, носитель языкамен. Бір пакистандық келді. Пакистандықпен отырып алып, ағылшынша үйрендік. Сөйтіп, мен ағылшынша жаман емес қой, шүкір. Енді еске түсірдік. Ол жер үйрететін IELTS тапсырудың нелері ғой, тәсілдері, қандай қу жерлері бар деген сияқты үйретеді да. Қалай істеген дұрыс. Бұл уже офлайн, Алматыда. Иә, офлайн кәдімгідей. Ол да қызық болды енді ше. Сөйтіп тапсырдық. IELTS результат шықты. Мен 7 алдым айдым 9-дан. 7 алдым да, сөйтіп тапсыра бастадым. Біраз университет тапсырдым. Соның ішінде мені қабылдаған осы University of Manchester. Сосын тағы бір университет қабылдады, бірақ ол болашақтың списогінде болмады. Сөйтіп University of Manchester Petroleum Geoscience деп шықты ше. Мен оны мән бермей оң одан қараймын түскен Geoscience. Окей, қайта геология айналып келдім ғой. Тәуекел. Шетелде оқу беріп тұрса бар екен дедік. Сөйтіп түсіп кеттік енді. Шүкір, сөйтіп оқып кеттік. Қазір мен шүкір етемін сол геологияға, осы геофизика мамандығына түскеніме ше. Өте қызық мамандық. Жақсы. Сондай. Манчестерде қалай болды? Манчестер қызық, Англия қымбат. Қызық қой негізі. Неше түрлі ұлттар келеді. Біздің группада 45 адам болдық па, сондай. 35 адам, 45 адам. Әртүрлі нелер бар. Ұлт өкілдері. Ең көбі қазақтар. 11 қазақ болдық. Одан кейін 9 нигериялық болды. Сосын кете береді 7 ағылшын деген сияқты. Румын болды, Ливия болды, Руанда болды, Эритрея болды. Сондай да мемлекеттер. Қызық. Бірақ қандай неше түрлі cultural shock дейді ғой. Мәдени шок аласың неше түрлі. Ол жақсы. Үйренген дұрыс та. Адам басқа нәрселер көрген сайын шамалы ойланады, сосын басқа ұлт өкілдеріне, басқа көзқарас иелеріне шамалы шыдамдылықпен, сабырлықпен қалауға үйренесің. Бізде андай ғой, басқа көзқарас болса, сен мәңгүртсің, сен анаусың, сен мынаусың. Біз ярлык тауға мастеріміз да. Ярлык ше. Жақсы да, мысалы, ливиялықтар, Африка өкілдері да, көбінесе ливиялық бар, нигериялықтар, мұсылмандары айт болама, салт дәстүрдің киімнен киіп келеді. Мынандай алабажақ түстер, шапкасымен сабаққа келіп отырады сол. Сен ойлайсың, мен келеш ойлайсың, мен мысалы қазір шапан киіп алып кисем қазақ, міне сабаққа ерсі көрінеді да. Бұлар вообще қысылмайды. Эйд мубарак, бүгін айт дейді да, мәз көрші. Біз үшін бұл мейрам. Киініп алады, неше түрлі киімдерін ше. Шок да, мысалы, сен түсінесің. Біздікі мына жер дұрыс емес екен. Олар мына жер жақсы екен деген сияқты ше. Сосын бір күні сабақта отырсам, бір ағылшын кіріп келе жатыр, носкимен жүр. Сабақтың носкимен жүр да, мысалы. Түсінбей қаласың, не ол деген сияқты ше. Енді неше түрлі өзгеше нәрсе көресің. Немесе сабақ болып отыр, мұсылмандар тұрды арт жағына барып намаз оқып отыр. Жай намазын істеп жүреді да, лекцияда намаз оқып отыр ше. Ешкіммен жұмыс жоқ. Қалай не үй түсінесің, вот она свобода. Осы ғой еркіндік ше. Христиандар міне, яхудилер міне, еврейлер міне, мұсылмандар. Жақсы да, кереметті көресің да, ох дейсің ше, керемет нәрсе ше. Керемет. Сосын бір қызық оқиға болды. Жасы үлкендер. Ең жасы кішкентай қазақтар ғой. Біз не макалар бітіре саламыз да, таямыз ғой сразу магистратураға. 22-21 жасымызда. Ал ол жерде нигериялықтардың орташа жасы 33 жас. Кілең үлкендер. Басқалар да сондай. Ең жас біз. Өйткені магистратура көбісі жұмыс істеп келеді, бакалаврдан кейін түсініп, маған нау керек екен болашақта деп таңдап келді. А біз андай ғой. Сөйтіп бір күні ашық сабақ болатын болды, енді қазақша айтқанда. Shell компаниясы келді. Мұнай компаниясы. Сосын ойын ойнаймыз деді. Ойын дегенде сізге проект беріледі, есептейсіздер. Мұнайдың бір жерде мұнай месторождениесін берді да, соның запасын есептейсіңдер. Мұнай қорын есептейсіңдер де. Кім максимал түрде жақын болады шындыққа, сол ұтады. Топқа бөлінеді неше түрлі. Мен нигериялықтармен түстім, ана.
Ал басталды. Енді біз енді типа ақылдымыз ғой, енді лицей бітірген шүкір ғой, енді бірақ сөйтіп басталды. Ақпараттар тастап жатыр альбомдармен. Сөйтіп бір қарадым, анау несін қарайсың, фигурасын. Жер астында жатқан қойнауының геометриялық фигурасын қарадым. Көлем өлшеу керек қой енді ол жерде, тез арада. Ол не екен? Цилиндр, бірақ үшбұрышты цилиндр сияқты ше. Параллелепипед па сол сияқты, бірақ мындай цилиндр, бірақ үш жақтары үшбұрыш не емес, домалақ емес. Сосын мен айттым, мен білемін мынаны дедім да, қазір мен есептеп беремін резко, маған беріңіздерші дедім да. Опять-таки менің soft skills бар ғой, soft skills ішіне бағана социальный навыким әлсіздігі. Мен командада жұмыс істеу білмеймін да ол кезде, понимаете? Ана жерде топ не үшін болды? Адамдармен сөйлесе білу, interaction, discussion. Мен аналардың ойларын тыңдауым керек. Мен сразу өзімді лидер қылып қойдым да ана жерде. Мен істеп беремін қазір. Хотя мен ең жасымын ана жерде. Мысал деймін да, мен адамдар ойын тыңдауым керек еді. Бәлкім сен дұрыс шығарсың. Бірақ аналар тыңдау керек, ол да адам да енді, онда ойы бар, пікірі бар деген. Мен қазір дедім да, олар бір бөле сөйлесіп жатыр, мен мән берген жоқпын. Мен қазір шығарып тастаймын оны. Расплюнуть, короче. Тық виде есептедім да, анау несін, көлемін есептедім, ары қарай геологический өзінің терминдер бар. Солардың бәрін қойып шықтым да, коэффициенттер тық есептедім да. Все, мынандай болады жауап деп отырған соң, уверенно. Сосын нигериялық бір жігіт, Адедайо деген жігіт, 35 жастағы үлкен кісі ғой енді. Кім? Бақтияр. Тоқта сен дейді. Мен кім? Адедайо, уақыт жоқ. Мен шештім, міне, мынанша миллион болады қоры. Тоқта сен деді. Бұл көлемі былай есептелінеді, мысалы үйретейін. Мен білем бұл көлем қалай есептейтін. Мен түсінбедім, не айтады, қалай айтын. Былай істейсің деді. Бұның подошвасын аласың дейді, бейс. Соның көлемін табасың. Үшбұрыштың көлемін. Алаңын табасың. Сосын биіктікке көбейтесің. Осылай табылады бұның көлем дейді. Түсінбей қалдым. Басында мен күлкім келді ше, ана айтқан нәрсесі. Сосын барып түсіндім, адамдар көп халық. Нигерияда 200 миллион халық бар. Ол халықтың ішінен ол жарып шықты да әр жерден, понимаете? Білім ал, білімсіздер өте көп. Адамдар алған білімін бағалайды өзін. Біз білімімізге оны мән бермейміз. Мынаны білеміз. Хотя ол нәрсені білмеуі мүмкін басқа халық, понимаете? А біз жай нәрседе лицейде сондаймыз ғой біз. Көп нәрсе білеміз да, бізге қалғандар, біз бұның бәрін білеміз. Университетте лицей түлектер бітіреді да, университетке бірінші семестр құлайды ғой көбісі. Түн ішіне біз не бәрін білеміз деген сияқты ше. Бағаламаймыз да білімді. Мен сол кезде шок болдым анаған ше. Содан кейін түсіндім. Білімнің өзінің несі бар, бағасы бар да. Ана адам көрсетіп тұр, 35 жастағы кісі күлкілі нәрсе айтып жатқан сияқты да, бірақ хотя ондай емес. Ол білімін көрсетіп жатыр да ана жерде ше. Мынау былай болады деп қалғандар. Correct деп жатыр да. Кеп қалғансың ғой. Былай қарасаң, күлкілі да, бірақ сабақ алатын нәрсе да. Шынымен ойланып қаласың, блин, шынымен деген сияқты ше. Әр ненің білімнің өзінің бағасы бар деген сияқты. Сондай негізі. Енді сол мұнай саласында жүрсіз ғой. Биыл енді мұнай бағасы өте түсіп кетті. Минусқа ол енді болашақта егер өзіңіз 10-шы сыныпта елестетсеңіз, қалай ойлайсыз? Мұнай саласына бар деп айтасыз ба, айтпайсыз ба? Болашағы ма? Иә, біз мысалы енді қазір жастар көп қой, әртүрлі таңдайды. Қазір енді мысалы Қазақстанда мұнай кен орындары көп деп ойлайды. Болмаса қай жағынан барсын деген сияқты өзіңіздің бір болашаққа көз қарасыңыз қалай мұнай саласында? Енді қай салаға бару, бір ретте келіп лицейге айтып едім, қай салаға бару, ең біріншіден біз айтамыз, мысалы, мен дерлік космонавт болғым келеді. Бірақ біз космонавт немен айналысады білмейміз ғой. Біз соңғы шыңын көреміз, ең соңғы нәтижесін көреміз. Ол ғарышқа шықты деген. Ғарышқа неше мың ғарышкердің біреуі шығады. Ғарышкерлердің дайындығы деген ол адам шошиды ана жерде ше. Қиын да мысалы. Сен оны білесің ба? Оны білмейсің. Сен соңғы нәтижесін көріп тұрсың. Дәл сол сияқтан жігіттер айтып едім 10-шы сыныптағыларға. Бірінші адам көру керек. Мысалы мен медик болғым келеді дейді. Мысалы шынымен де адам медик болғысы, бірақ медицинада қазір жарты уақыт не кетеді? Қағаз толтырумен кетеді. Ананы толтыр, на отчет дейді да. Сен оны төзе аласың ба ертең соған? Сондай нәрселерге деген сияқты ше. Медицина тек операциядан тұрмайды.
басқа нәрселер көп та, неше түрлі ше, консультация бар деген сияқты. Юрист болғым келеді дейді. Тұрып алып, судья, я протестую дегім келеді дейді. Бірақ опять-таки конечный результат та. Ал сен сол отырысқа дейін, слушайға дейін не істейді білесіз юрист? Адам деген қырғын прецеденттерді, қырғын случайлар зерттейді отырып алып деген. Кітаптар ақтарады, қанша делаларды көтереді. Буквоедсің сен ше. Осыған сен дайынсың ба? Сен адамдардың халықтың алдында сөйлеген күш жарсың дебатқа, бірақ сен ана жерде отырып усидчивайсың ба? Тұрмай адам бәрін зерттей аласың ба? Сонда ол жерде дайындық қой. Кто кого за что-то схватит деген сияқты. Судья екеуің дайындалу да мәселе. Сол сияқты әрбір саланың өзінің негіздерін білу керек та. Кім неме айналысады? Не то что картинкалерді көрсететін, а шынайы сөйлесу керек. Юристпен сөйлес, нефтяникпен сөйлес, медикпен сөйлес. Сосын барып таңдайсың да, мына мамандық ұнайтады екен, мынау екен. Мен медик болғым келмейді екен, мен мына болғым келеді. Жоқ, мен юрист болғым келмейді, мен медик болғым келеді деген сияқты адам өзіне таңдау жасау керек. Бағанда айттым ғой, мұғалімдер үйрету керек. Мектеп системасы оқушылардың өзіне, ата-аналар да үйрету керек. Оқушылардың өзі, бала өзі шешім қабылдай білу керек. Бізде көбінесе қалай? Ата-ана таңдап береді ғой. Мен балам, ой, өзім сияқты органда болады. Жоқ, мен балам өзім сияқты андай болады деген. А бірақ сен балаң өзің сияқты болғысы келе ме? Дәл сол маған істегісі келе ме? Көбінесе істегісі келмейді. Мысал деймін да, бала өз таңдау керек. Өз таңдап, сол үшін өз жауапкершілікті өз мойнына алу керек. Адамда екі үлкен таңдау бар ғой өмірде, еркекте. Әйелдерде сондай ғой енді. Жар таңдау және өмірінің істейтін жұмысын таңдау, мамандық. Екі үлкен таңдауды сен істемейсің, ата-анасы істемейді, мұғалім істемейді бұған таңдау. Оқушының өзі істеу керек осыны таңдауды алу керек. 15-16 жаста бала, әлі бала сияқты болса, ол, значит, бұл жерде бір проблема бар. Понимаете? Системада проблема бар. Бала 15-16 жаста таңдау жасау керек уже. Асай алып білу керек, жауапкершілікті мойнына ала білу керек деген сияқты. Ол бірінші мәселе. Бағанда қандай мамандыққа баратын не жолын айттым да, ол айта алмаймын да мен қазір мынаған бар деген сияқты. Адам сондай тәсіл арқылы таңдау керек. Шешім қабылдау керек. Ол бір. Екінші, мұнай мәселесіне керек. Мұнай, иә, біраз нелер болады, қиындықтар. Біз анау 2000 жылдардың басына жақсы келаттық. Біз көп нәрсе үйреніп қалдық қой. Бірақ мұнай компаниясындағы жұмысшылар, тіпті халық, мына мысал, мұнай компанияларда ана жағында не отқанымыз білмейміз. Мысалы, біз мұнай компания жұмыс істеп атамыз, сол хат келеді, ана президенттен, жағдай мүшкіл, биылдық премия болмайды, айлықтарың сақтап қаламыз, шүкір, деген сияқты хабарлар келеді. А по факту, кризис ма, кризис емес па? Сол мәселе, а жауабы не? Емес та мәселе. Неге? Біз көп компаниялар, шетелдік инвестор бар компаниялар, шетелдік инвестор жоқ компаниялар болсын, барлығында біз мұнай 140-қа дейін көтерілді ғой. 120 доллар бір баррельге, 140-қа дейін көтерілді. Ол деген керемет баға ғой. Сен бір баррель шығару үшін 10-15 доллар құртасың сол кезде. 120-ға сатасың. Не деген маржа? Не деген маржа? Неше есе тауып тұрсың? Ол деген сверхприбыльді қырғын. Бірақ ол саған айтпайды ғой акционерлер. Қырғын таптық деп айтпайды ғой саған ешқашан. Ал бірақ сен көріп тұрған не? Ол 120-дан 80-ге құлады мәселен. Сен көріп тұрсың, ойбай, қырғын құлады 40 долларға дейін. А по факту ол 15 доллардан әлі маржасы бар ғой мына жерде. Оны ешкім ескертіп тұрған жоқ. Осы хаттар келеді. Қазіргі жағдайда біздің компанияның несі үлкендері, мысалы, енді басшы директорлар ойлана отырып, мынандай шешімге келдік деген сияқты келеді да. Далбас әңгіме да, кейбір компания қысқартады, адамдар, кейбіреулер айлық қысқартады. Хотя әлі прибыль алып отыр. Ол неде мәселе? Или олар өтірік алдап отыр, немесе менеджмент дұрыс емес. Ақша басқа жаққа кетіп отыр. Операцион затраты көп, капитал затраты өте көп. Егер де қарайтын болса, Қызылордада, Қазақстан бойынша бір баррель шығару үшін 20-25 доллар орташа кетеді. Даже одан аз кетеді, егер жаңа месторождениеде болса. Қазір бағандай 41, 43, 44 болды, 43 болды бүгін мысалы деймін да. Адам екі есе көп істеп жатыр да, әлі 100% маржада отыр. Андайда акционерлер үйреніп қалған кезіндегі нелер, компаниялар жақсы ақша үйреніп қалған. Хотя қазірдің өзі, сен бір бизнесменге айтшы, сен 20 доллар ұтасың затқа, 40 доллар табасың деген. Түже ол деген сразу я дейді ғой саған тұрған жерден ше. Мысалы 100% маржа тауып отыр. Керемет нәрсе да.
сен нанға қандай маржа қосады білесің бе? Кішкентай маржа мысалы ше, киімге деген сияқты. Жоқ, киімге көп қосатындар да бар да енді. Мәселен да сол сияқты ғой. Иә, бұл бір мәселе. Екінші, мұнайдың потенциалы, болашағы. Көмірді айта кетейін мен просто. Көмір кезінде пайда болған нәрсе. Мұнайға дейін да мәселен. Сөйтіп мұнай пайда болды, айтты. Көмір атмосфераны құртып жатыр. Ой, все предрекали конец. Ой, мына көмір тоқтайды деп. Әлі күнге дейін мен қателеспеймін, 40-50% па энергияның көбісі, 30-40% па энергияның мөлшерінің көбісі көмірден алынады болса. Оның 30-40% көмірден алынады. 40-50% мұнайдан, газдан, ары қарай қалдықтары, био, там, возобновляемые эти энергии. Мысал деймін да, мұнайды қоя сал, көмір мұнайдан көп не шығарады, эмиссия шығарады, атмосфераны кірлетеді, соның өзі әлі тірі ғой. Мұнайды айтпай қойда онда. Мысалы, мәселен деймін да, мұнай жете ма? Үшінші мәселе, мұнай жетеді. Қазақстанда қашаған месторождениесі бар, теңгез бар, барлығы совет кезінде жүргізілген геологиялық, геофизикалық жұмыстар нәтижесінде табылған нәрселер. Біз тәуелсіздік алғаннан бері ондай месторождение табылған жоқ. Неге? Өйткені советтің кезінде крупномасштабный, үлкен ауқымды жұмыстар жүргізілген жоқ. А енді қазір тұрып месторождение жоқ деу қандай? Шамалы не ғой енді? Негізсіз әңгіме да? Хотя бар, бұл керек. Өйткені расчеттар бар, прогноздар бар, шынымен де кейбір нәрсе показательдер бар, ол бойынша мұнай болу керек. Мысалы ше, сен мысалы айтасың, бір үлкен бөшке тұрады, мысалы ше, бір 50 литр, 100 литр бөшке тұрады. Сен одан 30 литр құйып алдың. Сен білесің ғой 70 литр бар екен. Бірақ сен ішін көріп тұрған жоқсың, бірақ сен білесің. Сол сияқты косвенный показательдер бар да, жер астына геологияны зерттесең, что мына жерде әлі мұнай бар екен показательдер. Сол сияқты. Қызылорда мұнай бар ма? Қызылорда мұнай бар. Көп па? Көп емес, бірақ бар. Шығаратын мұнай жетеді негізі. Просто ол мәселе ақшаға келіп тіреледі. Компаниялар ақша қотқысы келмейді. Бізде ана ғой, жеңіл мұнай даласында көп ақшасына кетесің. Ал егер де айта бастасаң, мынанша ақша қортасың деп, бәрі ал басын алып қашады. Жоқ деп ше. Бірақ енді үйренуге бұл бизнеста көп ақша істеген келе ма? Соответственно, көп рискке кіресің, көп ақша жұмсауың керексің. Істеген онда кешір да, саған запас жоқ мысалы. Сол сияқты. Жалпы мәселе солай. Мұнайдың бағасы жақсы қазір. Түсті, я қиналды, бірақ қазір жақсы. Қазының өзіне 40-45 ол жақсы баға да негізі. Жаман емес. Бір скважина қазу Қызылорда облысында 200-300 миллион теңге, 250-300 миллион теңге. Орташа тереңдіктегі скважиналар қазу. Қазақстан бойынша 20 миллион долларға дейін барады бір скважина қазу. Ал дүниежүзінде статистика бойынша жаңадан месторождение ашу 15%, 15%. Ол не деген? Сен қазған 100%-не 15 тек мұнай алу мүмкінсің. Іздеген кезде, барлау кезінде. Сен ойла енді, бір скважина 250-300 миллион теңге тұратын болса, ең арзан Қазақстан бойынша. Қымбаты 20 миллион долларға дейін баратын. Сен қанша скважина қаза аласың? Ақша көп кетеді бұл жерде. Көп содан қорқады. Ал статистика бойынша ең жақсы болған өзіне 15-20%-қа дейін барасың. Успешность ше. Сондай да. Сонда не деген сөз? Сен 10 қазған скважинадан 1-2 шығу мүмкін мұнай. Барлаудың кезде. Сонда 10 скважина сен неше? Даже 300 миллион теңгемен қазған өзіне 3 миллиард теңге жұмсайсың. 3 миллиардтың кезіне итог мұнай шыға ма, шықпай ма? Факт емес. Сол сияқты, сол үшін өте көп ақша керек бұл жерде. Қорқады көбісі келуге, не істеуге, жұмыс істеуге. Монакодағы Шлюмберже форумындағы презентациясынан алған әсеріңіз? Я осы 2019-да хабар келді. Биыл Шлюмбержеден компания негізі дүниежүзі бойынша сервис, мұнай газ секторындағы сервис компаниялардың бірі үлкен. Бірі Халибертон, екінші Шлюмберже. Сол 2 жылда бір не ұйымдастырып тұрады осындай ғылыми конференциялар, техникалық конференциялар ұйымдастырып тұрады. И ол жерге ең үлкен компаниялар жиналады. Дүниежүзінен жаңалықтар енгізілген, жаңалықтардың барлығы келеді презентация ретінде күшті. И жарты жыл бұрын, 8 ай бұрын оған ұсыныс тастайсың, абстракт өзің жұмысың, сияқтан іріктеліп таңдалады. Сөйтіп хабар келді, 6 ай бұрын сіздің проектіңіз іріктелді деп, біздің компаниямыз істеп жатқан, Шлюмбержемен қоса істеген. Сосын жарайды дедік оған. Сөйтіп уақыт келе жатыр,
Ол жақта ағылшынша сөйлейсің, сосын сөйлейтін мен ол жерде жігіттермен қоса дайындаймыз, сосын соңында сөйлейтін мен. Сөйтіп Монакода болатын болды биыл 2019 жылы Монакоға бардық, дайындалдық көп. Енді басында ойлайсың ғой, қазір сөйлеп шығам, тұрған несі бар, 15 минутта бытырлатып шығамыз. Уақыт жақындаған сайын бір ай қалды, уже қорқыныш. Ол жерде мен ғой сөйлейтін, команда сөйлемейді, мен сөйлеймін, сұрақтарға мен жауап беремін, қалай болады екен деген сияқты. Сөйтіп біраз дайындалдық енді. Сөйтіп сөйлейтін мен, дайындалу керек. Енді бағана айттым ғой енді, навыки дайындалу керек, зерттеу керек деген сияқты. Сөйтіп болып халықтың алдында сөйлеу, public speaking skills дейді, соны дамыту керек енді. Енді сөйлеп келе кезінде біраз нәрселер сөйледік, қатыстық, презентацияларға қатыстық, сөйледік деген сияқты. Дайындалу керек. Бағана айтқандай public speaking skills қосу керек. Бір ай қалды. Сөйтіп жігіттер айттың бәрі. Көп адамдар жұмыс істеді ғой, үлкен проект қой. 4 адам бар ма, неше адам барды? Қай жақтан? Қазақстан бойынша 4 проект бардық, 4-5 проект бардық. Мен компаниямнан бір мен бардым, и басшы барды. Сөйтіп проект дайындап жатқан 5-6 кісі үлкен, біраз кісі дайындады, неше үлкен проект қой. Сөйтіп жігіттерге, кісілерге айттым, жинап беріңдерші деп, конспект. Сөйтіп конспект жазып береді, әркім өзінің частьтар бойынша. Слайдтар жасадық, компоновать еттік. Сөйтіп әр слайд бойынша конспект ретінде не сөйлеу керек, не айтылған мына жерде. Сөйтіп оны алып алдым. Бірақ ол жерде сухой ғой бәрі. Ешқандай құрастырылмаған, просто сухой текст. Оны адам сөйлейтіндей дайындайсың. Өзің тілін келтіріп. Иә. Сөйтіп неше түрлі клишелер қосасың. Слайд көп масқара. Саған берілетін 15 минуттан 20 минут, 15 минутта. Сөйтіп бәрін істеп шықтым. Proofreading істеді жігіттер, нормально. Сондағы қарайым 9 бет А4 шықты, мелким шрифтін 9 бет. Енді public speakingде презентация жасаған кезде бір кісінің айтатыны бар шетел, американды қойдым. Сахнаға шыққан кезде, презентация шыққан кезде аузыңнан репетициядан өтпеген сөз шықпау керек, ешқашан. До того же, мысалы, барлық нәрсе ойластыру керек. Сондағы айтамда, мен ойластырған, анау сөйлейтін речім ішінде, сөздерім ішінде приколдар да бар, анекдоттар да бар. До того ойластырып қою керек. Қай жерде сен қандай прикол айтасың, қалай айтасың, барлығы до тошына ойластырып қою керек. Мен соны 9 А4 жаздым, и соны жаттай бастадым. Жаттаған сен оны жай жаттамайсың ғой. Экспрессия, сөйлеу мәселесі бар. Айнан алып тұрасың, өзің видеоға түсіресің. Енді масқара дайындық болды. Шын қолсыз болмайды. Өткен деңгей басқаша бұл жерде ше. Сен компания атынан келіп тұрсың, мемлекеттің атынан келіп тұрсың. Ол жерде промах болмау керек те, максимально дайындау керексің. Сол сияқты practice. Күнде қайталау. Азынан түнге дейін қайталай бересің. Дайындайсың, ұнамай ма алып тастайсың, приколдар қосасың, факттар қосасың. Неше түрлі. Сосын соңында thank you for your attention дегенмен презентация бітпейді. Бітті деп ойласаң қате. Ары қарай не бар? Сұрақтар бар да. Сұрақтарға жауап беру бөлек бір не да мәселе. Ондай нәрсе бар. Сұрақтар сен ана жерде күшті айтып шығып келіп, сұрақтар сұраған кезде I think болмайды да ол нәрсе. Сен қалай келдің, солай сұрақтарға жауап беруің керексің. Ол не? Оған көмектесетін клишелер. Бастапқы сөздер. Сұрағыңызға рахмет, өте керемет сұрақ екен. Деген сияқты өзің дайындайсың, ана информацияны. Деген сияқты ше. Ана жерде деп тұрмауың керексің. И мен не дайындадым? Егер оңай сұрақ болса, мынандай сұрақтармен жауаптармен бастаймын. Қиын сұрақ болса, мынандай. Білмейтін сұрақтарым болса, былай жауап беремін. Кісі тұрады қиын сұрақпен. О, сұрағыңыз өте керемет екен. Мен білгем осындай сұрақ сұрайтыныңызды. Өте керемет сұрақ, жауабы былай. Сасқалақтап тұрсың өзің ішінен, бірақ дайындаласың солай. Білмейтін сұрағыма жауаптарым мындай еді. Сұрағыңыз өте керемет екен. Бұл мәселе өте үлкен мәселе. Қазір презентация біткеннен кейін кофе брейкте осы мәселені талқыласақ сізбен. Деген сияқты жауаптар болу керек. Өте керемет та, оның бәрі искусство ше. Адамдар алдына сөйлеу, ана жерде абылым болмау керек, жақсылап сөйлеу керек ше. Болды да, ол жерде ешкім мына жауап бере алмады, мына білмейді деп ешкім айтпайды да одан кейін. Керемет өтеді да бәрі. Дұрыс деп ше. Сөйтіп бардық. Анау не болады? Приложение істеген өздері. Приложение жүктейсің, логинмен кіресің. И барлық нәрсе тұр. 5-6 күндік, 4-5 күндік не ғой анда конференция. Кім қайда барады, қандай маршрутпен, қаяқта, қай неде барлық жазылады ішінде ше. Қай отель тоқтайсың. Керемет те. Сол жерде неше түрлі секциялар бөліп тастаған ғой. Геологиясы бар, анаусы бар, неше түрлі нефтегазның секторлары ше, мұнайдың секцияларына.
сөйтіп менікі жер асты зерттеулер ғылымдар, зерттеу ғылымдарына түстім. И бәрі тұрады ғой ана жерде. Индонезиядан келген, Қытайдан келген, Бразилиядан келген, араб келген, Америкадан келген араб бар. Аналарды қарайсың, нелерін оқисың ғой, тақырыптарын. Сұмдық енді анау ше. Енді шынымен де оқисың да, и өзінікін оқисың. Салыстырасың да, білем, менікі не ғой деген сияқты ше, түсінбейсің. Сосын менікі уайым басталды. Бәлкім мен тақырыбым ондай, былай мынау масштабқа келмейді-ау деген сияқты күмәндар туа бастайды. Сосын мен қорқып жүрдім баруға бастап күндері. Анау жалпы ашылуына қатысасың, салтанатына анаған қатысасың, бірақ анау секцияға бөлінеді ғой уже, залдарға бөлінетін неше секцияларға. Өзім секцияға барғым қорқам. Анау оқып алғансың ғой неше түрлі. Сосын бір күні қой барайын дедім, танысайын. Кімдер олар? Өйткені соңында баға беріледі ол жерде. Оценка ол жарыс сияқты болды. Бір жағынан бөлісу, тәжірибемен, біліммен бөлісу, бір жағынан соңында ең күшті спикер, ең күшті тақырып деген сияқты нелер болады. Номинациялар тағайындалады. Мен іліккен жоқ ешқайсысына. Бірақ ол жерде бір сана воутинг да. Сен танымаса ешкім саған танып бермейді ана жерде. Сөйтіп барсам, менің темама ұқсайтын бір китаянка шығатын болды. Қытайдың азаматы, қыз, әйел. Енді темасы сұмдық енді. Мен ойладым, үйше менікін салыстырсаң, менікі бір ана не, бір сат төмен сияқты бір кескіріп кеткен. Мен мынаны көрейінші мынаны дедім. Қарасам, түк несі жоқ енді ше. Аты күшті да, бірақ ішін қарасаң, біздің проектіміз бар, ананы жеп қояды бар ғой, біздің дайындығымыз ше. Уф деп жүрегім орныма түсті. Ана сөйлегені бәрі дайын емес адам. Сөйлей алмайды ше, мысалы. Ол не емес, шынымен де айтып тұрмын да. Сосын соңында өле тұрып сұрақ сұрайды, ана Қытай жауап бере алмайды қыз. Сосын залдан тұрды, басқа бір Қытай тұрады да, мен жауап беремін оның орнына дейді ғой, ағылшынша ше. Яғни қытайша айтады қыз анаған, ана ағылшынша анаған жауап береді. Перевод береді ше, аударып береді мысалы ше. Сосын бір бразилец сөйледі. Ағылшыншасы өте керемет екен. Бірақ темасы такой. Нормально. Енді өзің шамал не да, сенімдік артып жатыр, жақсы, уф деп. Әйтеуір мен екінші күні ме, үшінші күні сөйлейтін болдым. Ол кезде бір жақсы болды. И андай модератор деген болады. Сол залда келесіз сөйлейсіз, уақытыңыз болып қалды, флешкаңызды тыға беріңіз, анау деген сияқты кісілер бар. Олар жас кісілер емес. Шлюмберг деген 30-40 жыл опыты бар. Ана жақтан келген мынандайлар ғой, короче. И солар өте күшті істейді. Қазақстаннан келдіңіз бе? Өте жас екенсіз, темаңыз өте керемет екен. Не деген мықты, короче. Ана, біраз артынан жел береді, ше күшті ше. Оның да поддержкасы жақсы көмектесті. Сөйтіп сөйлеп шықтық, шүкір. Сұрақтар болды, баған дайындалған бәрі қолдандық енді. Приколдарым, айттым, ол жерде спонтанный прикол болмау керек. Спонтанный нәрсе. Егер идеальный болатын болса, қорқатын болсаң, егер бағандай спонтанный сөйлеу алу қабілет болмаса адамда, лучше все продумать. До конца бәрін, қалай амандасасың, соңына дейін. Бәрін, ше. Идеальный өтеді өзі, ше. Барлық нәрсе. Сондай, сол қызық болды Монако енді. Біраз адамдарды көресің, сөйлеуін, қалай жұмыс істейтін, не деген сияқты әсер аласың ана жерде. Ең үлкен компаниялар дүниежүзіндегі ше, ең үлкен, ең мықты тақырыптар ана жерде айтылады. И соның ішінде сен жүрсің да, Қазақстаннан келген, Қызылордадан келген, там Қазмұнайгаз емес, там басқа жақтан емес, ТШО-дан емес, КТС-тен келіп тұрсың, Қызылордадан келіп тұрсың да, мысалы ше. деген сияқты. Өте күшті да, ол тәжірибе болды, жақсы. Жаңа өзіңіз айта кеттіңіз ғой, екі нәрсе бар. Ер адамның таңдауы жақсы таңдау керек деп. Мамандық, өзінің кәсібі, екінші жар таңдау деп. Жеңгеймен қалай таныстыңыз? Сол 2006 жылы таныстым келіншегіммен. Мектеп бітіргесін, бітіруге жақындағасын. Бітіруге жақын қалып, сол кезде Петроказстан компаниясы стипендиальный программасы бағдарламасы болатын болды. Оқушылардың грантын төлеп береді, КБТУ, Кемеп, Қытайға деген сияқты. Соған басталды тесттер, емтихандар. Бірінші этапы не болатын болды? TOEFL, ағылшын экзамен. Сөйтіп Қорқытқа бардық тапсыруға бір корпусына. Сол жерде экзамен 40 адам. Результат елінде кешке мен екінші болған. TOEFL тапсырған бойынша, бүкіл Қызылордадан екінші, бірінші бір қыз. Сосын менің намысым бар да қатты, жыным келеді. Өмір біз лицейде үйреніп қойғанбыз қандай? Жарыс. Блин, мынау қайдан шыққан қыз деп ше. Сөйтіп ол ұмытылып кетті, ладно, окей. Сөйтіп стипендиальный программаның результаттары шыға бастайды. Қараймын, КБТУ-ға 3 кісі түседі. Екеуміз Бөгенбай деген класстасым мен. И бір қыз түседі, короче.
сөйтіп танысамыз солармен, бір жерге келіп документ дайындаватқан кезде көріп қаласың, танысасың. Сөйтіп танысып кеттік енді. Сол кезде сосын барып қарасам, сол екен да бірінші орын алған ағылшын тілі. Бірінші орын алған сол, TOEFL екінші мен болған екенмін. Сол айтамын, мә сол кезде жыным келген тұғын деп, жыным келген деген ғой. Сөйтіп танысып кеттік. Екеуміз бірге КБТУ-ға түстік. Бөгенбай үшеуміз сөйтіп КБТУ-да жүрдік, араласып, сөйтіп танысып кеттік. Енді біздің көрермендеріміздің арасында көбісі жас түлектер, жас біздің оқып жүрген оқушылар, олар енді немесе жұмысқа тұрып жатқан түлектер, көрермендер. Соларға бір интервьюлардан өту, өзіңіздің бір тәжірибеңізбен бөлісіп кетсеңіз. Өте жақсы сұрақ негізі, өте керек нәрсе. Біріншіден, жұмысқа тұру өте маңызды, интервью маңызды, и ол интервьюге дайындалу өте маңызды, дайындалу. Мен бағана айттым ғой, бәр нәрсеге максимал түрде дайындалу керек. Максимал түрде. Міне Петроказстанда бір бастығым бар тұғын, үлкен кісі. Сол айтады тұғын, бір жерге защитаға барамыз, презентация барсақ, сені қарап, сені тыңдап тұрған, саған қарап тұрған адам сен туралы бәрін біледі, ең ақылды адам ретінде қабылда дейді. Не сұрақ сұрауы мүмкін, ол бәрін біледі, сен минустарын бәрін біледі. Сондай адам ретінде қабылдап соған сен дайындалуың керек дейді. Ол кезде қалай дайындаласың? Сен бәрін дайындаласың ғой. Сен білесің мен минусымды, мен ана жерді білмеймін. Соны бар Google тестінен жүрерін жақсартып аласың. Бір кітапты аласың, сол жерді жақсартып аласың. Сол сияқты ғой, интервьюге дайындалған кезде қасың алдында отыратын адам, ол супер HR, ол супер адам отырған технарь. Ол сені жеп тастайды. Соответственно, дайындық соншалық сондай болу керек та енді. Неден басталады? Тапсырған компанияң туралы интервьюге барады. Бәрін білуің керексің. Подноготный дейді ғой, барлығын. Ол компания қашан ашылды, кім директор болды, кімнің компаниясы, чем дышит, как, что, адам бәрін білуің керексің. Адам максимал түрде дайындалу. Адам деген же, андай ғой, ты в выигрышной ситуации должен быть всегда, максимально. Қалай істеп жатыр, неменен айналысады? Егер сен бір, допустим, бір компанияға келдің, саған келіп сұраса, біз Қазақстанда қай жылы ашылдық десе, жауап бере алмасаң, кешір да. Кім кінәлі, сен кінәлісің ол нәрсеге. Сол үшін максимально дайындалу керек. Қалай, не? Сосын бір сұрақ бар ғой, айлықты қалай сөйлесем? Ең үлкен сұрақтардың бірі сондай. Айлыққа келгенде қандай жалақы алғыңыз келеді деп сұрайды ғой. Ол мынандайға байланысты. Бірінші, интервьюдің қай стадиясында айтылады ол. Бір жерде андай ғой, карталардың бәрін максимально ашпау, ертерек ашпау. Сол сияқты ол ерте сұраса айтасың. Кешіресіз, бірақ қазіргі мынау данный этапта интервьюдің сіз менен не қалап тұрсыз? И мен сізден не күтемін, оны білмейміз деді. Дұрыс қой, сіз мені танымайсыз, мен сізді танымаймын. Сол үшін бұл жерде ол сұрақты әлі талқылау әлі мәні жоқ. Соны келтіресің. Ары қарай айтады саған шамалы ортасында. Енді ше дейді. Ал енді мен бұл мәселе бойынша тағы ойлану керексің. Мәселе де, мысалы, мен бұл жерге ауысатын болсам, басқа қалаға көшетін болсам, мен отбасым бар. Мен балалардың мектебі бар, садигі бар, оны бәрін ойластыруым керек деген сияқты. Қоймай жатса, енді неде бар? Орташа жалақы деген тема жоқ негізі. Бір цифра ешқашан болмайды. Есть средний минимум, есть средний максимум. Мысалы, бір мамандық болады ғой, оның средний деген болмайды ешқашан. Есть средний минимум, средний максимум. И арасында 5 есе разница болуы мүмкін. Сен соны қарайсың да, сен қайсысына ризасың. Сонда білім керексің да осы диапазон. Мен диапазонға кіріп тұрмын ба? Опа, кірдім. Енді маған не керек? Есептейсің барлығын. Сен айтасың, сонда мен баламды мына жаққа беремін, келіншегім анам бүйтеді, сөйтеді, бәрін есептеп келе, саған 500 мың теңге керек па? Сен үстіне инвестицияңды қос, қара күнге қалдыратынды. 600 мың теңге ма? Мен минимально 600 мың дейсің. Средний 800 мың дейсің и максимум 1 миллион дейсің. Мысалы да, енді план құрасың өзіңе. Обязательно. Егер де интервью жақсы кетіп жатса, аналар айтып қалса бір кезде, сен олар 800 мың, 900 деп жатса, миллион дейсің. Түсінтірсің ба? Сондай ойластыру барлық нәрсе. Егер де қоймай айтса, айтасың, мен дәл қазір сізге баға айлықтың туралы айтуға дайын емеспін, бірақ мынаншадан мен төмен түсе алмаймын, қарастырмай ренжімейсіз болды. Одан жоғары өздері біледі, бірақ айтасың минимум. Ал не ол неге байланысты ары қарай? Соны айта бастайсың. Ол мен компания қандай не нәрсе күтемін, соған байланысты. Сіз айтыңыз. Сіз маған не ұсынасыз? Түсіндірсіз бе? Ары қарай соған байланысты ше. Қандай мамандық не должность ұсынасыз? Соцпакет қандай? Деген сияқты сол нәрсеге бәрі тіреледі да. Сосын
интервью барған кезде өзім сондай да енді фокус приоритет айлық емес. Ең бірінші приоритет басшылық. Сен кіммен жұмыс істейсің? Өзім деймін да, екінші приоритет ол комфорт. Офисный комфорт. Қай жерде істейсің, кіммен істейсің, коллектив қандай. И үшінші жалақы. Егер сен жақсы оқыған, білімді, өз салаңды білетін болсаң, сен осы арқылы жүре аласың да. Өйткені айлықтан сен қорға алмайсың ешқашан. Егер жақсы білетін болсаң, соответственно, не істейсің сен? Өзіңе жақсы условия алуға тырысасың. Жақсы басшымен жұмыс істеуге тырысасың. Сен неге айлық үшін, қосымша 50 мың, 100 мың теңге үшін қанын ішетін адамның астына баруың керексің мысалы. И өмір бойы 5-6 жыл соның астына құртасың. Керек сол нәрсе. Стресс боласың. Ол шаршап келесің, әйеліңе айқайлайсың, бала-шағаңа айқайлайсың. Кімге керек ол нәрсе? Жұмыс деген комфорт болу керек. Адаммен, түсінетін адаммен жұмыс істеу керек. Түсінетін коллективпен, жақсы коллективпен и комфорт. Мен мысалы алдыңғы істеген жұмыстарымда офисім енді андай қараңғы тұңшы. Тар, қараңғы. Білмеймін, басқа нәрселер мықты болса да, бірақ ана офис мені жеп баратыр ше, қап-қараңғыда отыра алмайсың ше. Мен жұмыстан прям қабағым не істеп келемін ше. Болмайтын нәрсе да ол нәрсе. Жұмыс ләззат әкелу керек та, рахаттану керексің да жұмыста. Сондай. Сол интервьюға максимально дайындалу керек, максимал түрде. Ол тек технический навыктар айтпаймын. Технический навык жұмысың, ол и так білуің керексің. Второстепенный нәрселердің бәрін қарастыруың керексің. Қасында отырған кім? HR. Ол HR біреу тани ма? Ол қандай адам? Ол қалай сөйлеседі? Барлығын, бүкілін. Қанша адам, может 4-5 адам отыра ма, 4-5 адам бәрін туралы біл. Қақтан шыққан, не істейді, қандай сұрақ сұрайды деген сияқты. Сосын интервьюда андай нәрселер болуы мүмкін. Жақсы HR-лар соңында сұрайды. Бізге сұрақтарыңыз бар ма деп. Жоқ, сұрағым жоқ деген ешқашан айтуға болмайды. Сұрағым бар, обязательно. 2 сұрағым бар, 3 сұрағым бар, 1 сұрағым бар. Маңызды 1 сұрағым бар еді. Обязательно ше. Өзіңнің заинтересованность еді, қызыққанды көрсету керек. Сосын ана жерде бағана HR састарының силы сөйлемеу керек та. Сен ана жерде андай қорғану мәселесін емес та, андай қорғану қалай айтсақ болады, статусында болмауың керексің. Бірге бір ше. Сен мені тергеп шықтың ба? Ал енді тыңда мені деген сияқты ше. Жарайды. Сіз маған айттыңыз осындай жағдай жақсы деп. Бірақ 2018 жылдың мынандай аудит бойынша сіздің финансовый отчетыңызды таптым интернеттен. Ол бойынша сіздің мына показателіңіз ана жылға қарағанда шамалы түсіпті. Ол қазіргі жалақыларға әсер етпей ма? Деген сияқты сұрақтар ше. Ол нені білдіртеді? Сен дайындалғанын білдіртеді. Сен осы жұмысқа лайық екенін білдіртеді. Қызыққанын білдіртеді ше. Сол анау адам отырады да. Дейді да, шынымен де ол ше. Дайындалсаң бәрі болады ше. Қызықтыру керек, не істеу керек. Мысалы мен қазір жұмысыма келерде таныстық немен мен вообще қызықшыл болған жоқ неме кандидатурама. Мен білдім. 1 күн звондаған жоқ, 2 күн, 1 апта ешкім звондаған жоқ. Мен түсіндім. Что-то не то. Болды да енді мен жоқпын, значит. Сосын мен істедім. Мен тұрдым да секретаршысын мен тауып алдым компанияны қазір істеп жатқан. Звондадым. Бастық іште ма деді. Кім болды деді. Жеке мәселемен ғой. Я іште бастық іште. Мен істедім. Мен геологпын ғой. Менің жұмысым карта. Мен карталардың бәрін алдым да орадым. Жоқ карталардың бәрін распечатканы істеп алдым, принтерде бәрін. Орадым да арқалап ана кісіге бардым. Тоқылдаттым. Осын секретар кіргізбейді. Кім деп айтайын дейсің дейді да маған. Айтшы 1 апта бұрын келген кісі келіп еді, бір сұрағы бар еді деп. Бір кезде бастық кірсін деді. Сосын кірдім. Саламатсыз ба? Бірнәрсе. Ана апта мен сізге өзім толық таныстыра алмадым. Уақытыңыз аз болды, кешіресіз. Бірақ мен сізге немен келдім деген, уже картаны көреді да, ол уже басқа подход ше. Сондай креативность. Уже ана адам тұрды да, ой, менде емес, ана карталар тұр, ой. Сонда тұрса адам көрді да. Я кіріңіз көрсіз. Мен карталар ашып жүрдім, ана разноцветный карта, неше түрлі істеген жұмыстарым, что я это нашел. Ана тұрды да, уже қызық кетті да адамды, еще мен түсіндіріп жатырмын. Мына бүйттім, сөйттім. Ертең санатта маған офер келді ше, мысалы. Деген сияқты ғой. Шамалы бағана креативность, выживаемость. Адам деген не істеу керек та. Петроказдың жұмыс істеп жүрген кезде министерствоға баратын болдық, бір проект құратын. А ол андай заведомо проигрышный проект. Біз біліп отырдық, оны қайтарып тастайды. Елбасының указына сай емес дейді, анау дейді, әйтеуір қайтарып тастайтын проект. Өйткені біз запас азайттық бір жерде. Мұнайдың қорын азайттық та министр, өйткені дұрыс есептемеппіз кезінде. Асыра сілтеп айтып бергенбіз ғой. Соны азайту керек, өйткені ол бізге груз да. Ертең министерство бізден сұрайды, ана мұнай қайда, бізге обещать еткеніңіз. Ол запаста тұр ғой, сен алмадың ғой. Хотя ол жоқ та, кезінде бір қатты есептеп жүрген ғой.
шабыт ауырып ше мысалы ше соны азайту керек. Соны есептегенбіз, а біз бәріміз біліп отырмық, мынау проект провальный. Сонда мен не істедім? Үйде бардым да, Corel Drew'мен, PowerPoint'пен отырдым да, коралловый риф бар ғой. Ана Жаков Кусто көрсетеді ғой, коралловый риф, не ше, соған мәселе байланысты месторождение. Соны сала бастадым қолдан, өзім. Семантически. Да, риф, мынау, сосын айттым, су деңгейі түскен кезде рифтің мына жерде мынандай пайда болады. Ну, геология терминдері ғой. Өйткен кезде былай пайда болады. Сол түсіп кеткеннен кейін өзендер келгеннен кейін мына пайда болады. Аға мынау болады, былай деп. И 4-5 сурет дайындағам. Әдемілеп тұр, күшті қылып ше. И презентация тығып жібергенмін соны. Сөйтіп 2 күн защита, 1 күн защита болды. Нормально сияқты өткен болды. Біз бәрі шүкірдік қоямыз. Ертеңгісін келді, басшысы келді. Қадап алды бәріміз, дік, все. Қайтыңдар Қызылордаға. Проект отклонен дейді. Шок біз ана жерде. Қанша ақша құртқанбыз миллиондаған. Анау, мынау. Сосын тұрдым да, пәленше рұқсат берсеңіз мен біраз көрсетейін сізге. Уақытым жоқ, баға бір нәрсе. Бастығым түсінбей жатырмын, не істейін жатырмын. Бастық айтам қасы. Сосын ноутбугымды бұрдым да, бағана сурет ашып қойдым. Картун ғой, былай картун не ше. Айтам, мәселені сізге түсіндіру үшін, мен былай мынау суретпен түсіндірсем бола ма? Қарап қояды, бәрі үйіліп қалған. Бүкіл министерствода, защита артына келіп қалған. Айтам, аға кезінде мынау коралловый рифті білесіз ғой, ол осылай болған. Сосын теңіз деңгейі түскесін, температура, соленость өзгергеннен мынау былай болған, мынау былай болған. Одан кейін олар теңіз деңгейі қатты түсіп кетеді, одан кейін өзендер келеді. Дельта болады, анау болады, мынау болады. Сөйтіп ойланып қалды да. Мынау дұрыс екен деді. Сөйтіп защита алып кеткенбіз ғой сөйтіп. Жақсы да мысалы ше. Былай қарасаң нестандартный мышление. Бір қосып жібересің, болды ше. Хотя ол жоқ, протоколда жоқ. Ешкім айтпаған, тапсырма берілмеген маған. Мен өзім үшін салғам да, а вдруг деген. Сол сияқты ғой, интервьюда болсын, жұмыста болсын, надо все продумывать. Анау не бар ғой, бізге хикаяны айтады тұрады ғой. 2 жұмысшы бар и басшы бар. Бір күні жұмысшы біреу екіншісінің айлығын біліп қояды, қараса 2 есе көп па өзінің сонда. Сол басшысына айтады ғой. Анау мен 2 есе көп айлық алады, қайта екеуміз бір жұмыс істейміз, екеуміз де малшымыз деген сияқты ше. Сосын констратор кім бергеші сәкен дейді ғой мысалы мәселе. Анау жерде анау не біліп кеш дейді ғой. Или мынаған айтады, не біліп кеш дейді. Мынау тұрды да, бұл мынау екен дейді. Кімдікі екен болса, сұрақ келемін. Қайтып келеді, оған пәленше екен. Ол қашан келеді екен дейді. 3-4 сұрайды ғой, 3-4 барып келеді. Ал енді қара дейді, кім сәкен бергел. Ана біліп қайтшы дейді. Барады келеді, не екен? Ана пәленше не есе екен, ана жерде тұр екен, аяғы сынған екен, үйткен екен, бүйткен екен. Бүкілін айтып береді. Сосын айтады, енді түсіндің ба дейді. Негізі ол өте күшті нәрсе неше айтылған хикая. Сол сияқты ғой, жұмыста да бір нәрсені дайындамасын, бастыққа кірер болсын, бір жиналыс дайындамасын, балама масштабын дайындалу керек. Кім қандай сұрақ қолы мүмкін, қандай не болуы мүмкін. Защитаға баратсың ба, какие люди там сидят, кімдер, зертте, қандай сұрақ қолы. А кезде уже күшті біз бәрі нені ойлаймыз ғой, қорғап шықсақ деген. А вдруг провал болады. Скорее всего, провал болады. Провалдың кезінде, провал болып жатқан кезде не істей аласың сен? Атып тұрасың ба, я протестую деп, или басқаша бір нәрсе келтіресің ба? Деген сияқты бәрін ойластыру керек ше. Сол сияқты ғой. Интервьюда солай дайындалу керек максимал түрде. Рахмет. Оқаш жоқ. Өте әдемі интервью болды деп. Сіздерге рахмет. Өте күшті жоба негізі. Түлектердің ассоциациясы істеп жатқан іс-шаралар. Басқа да түлектер белсенді болып қатысады деген үміттеміз. Мына біздің клубтарымыз бар, жүгіру клубымыз бар, кино көру, кітап оқу клубтарымыз бар. Сосын қандай клубтарымыз бар? Болды қазір. Онлайн футболдарға келіп тұрса жақсы да, осыған жігіттер қосылып белсенді нелерге. Қазір мына футбол гик деген бастап жатыр. Викторина инстаграмда футболдың сұрақтары бойынша деген сияқты. Керемет негізі. Сіздерге сәттілік тілеймін. Алға баса берсін. Аман болайық. Рахмет.